This Қыз екі жақын досымен бірге шұжықтарды қуана жеп отырды. Кенеттен бір бала велосипедпен өтіп бара жатып, оны қағып кетті. Соның салдарынан шұжық жерге құлап түсті. Қыз ашуланып, баланы ұрғысы келгенде, оның қасында отырған ең жақын досы оны бірінші қарсы алу үшін алға шықты. Ең жақын досы бұл баланың жүзу бөліміндегі өте танымал спортшы Чжун Хе екенін білетін. Чжун Хе ұялшақ болып, осы қыздың ең жақын досымен өзін қалай ұстау керектігін білмесе, сол жерде тұрған қыз шұжығын жоғалтып алғанына ренжіді. Чжун Хе мұны байқады. Сондықтан ол тез кешірім сұрап кетіп қалды. Бірақ ол байқаусызда орамалын тастап кетті. Кездейсоқ қыз оны көтеріп алды. Екеуі де тағдырларының дәл осы жерден басталатынын білмеді. Бак Чжу, тамаша зілтемірші. 21 жасында ол ауыр атлетикадан ел чемпионатында жеңіске жетті. Ол сонымен қатар ұлттық спорт университетінің ауыр атлетика командасының мүшесі. Дегенмен, мұнда барлық ауыр атлеттерді қарсы ала бермейді. Олардың сыртқы түрі гимнастикамен немесе жүзумен айналысатындар сияқты тартымды емес. Сондықтан мектептің ауыр атлетика бөліміне жиі менсінбей қарайды. Адамдар оларды ауыр заттарды жылжыту керек болғанда ғана есіне алады. Чжун Хе жүзу бөлімінің атақты спортшысы. Ол бір кездері Кореяның жүзу рекордын жаңартқан. Бірақ ұлттық жарыстарға алғаш рет қатысқан кезде ол нашар бастағаны үшін жарыстан шеттетілген. Содан бері Чжун Хе жарыс алдында әр жолы басы қатты ауырды. Оның көз алдында бәрі бұлыңғыр болды. Бұл оны дүрбелеңге түсірді. Сол күні Бок Чжу мен оның достарына гимнастика бөлімінен телефон соғылды. Олар орындықтарды спортзалға ауыстырғаннан кейін гимнастика бөлімі оларды күліп жіберді. Бок Чжу қатты ашуланып, бұл адамдарға сабақ бергісі келсе де, Бок Чжу командаластарына зиян тигізбеу үшін бұған әлі де шыдады. Ол тек ашуланып кете алды. Бок Чжу депрессияға ұшырады. Сондықтан оның ең жақын досы оны жұбатып, біраз жігерлендірді. Күтпеген жерден ол шұжықтарды қуана жеп жатқанда, оны Чжун Хе велосипедпен қағып кетті. Бок Чжудың ең жақын досы, ұлдарға есі ауысқан Нан Хи, атақты жүзуші Чжун Хенді бір көргеннен таныды. Нан Хи бірден ұялып, Чжун Хеден тәртіпсіздікті ұнатама деп сұрады. Нан Хидің көзқарасы ерлердің мүдделерін белсенді түрде қорғау және ортақ әңгіме тақырыптарын табу. Бірақ Бок Чжу Чжун Ханға мүлде қызықпады. Ол тек Чжун Хенің шұжықтарын тастағанына ашуланғанын сезді. Чжун Хонға Бок Чжу таныс болып көрінді. Бірақ ол оны бұрын қай жерде көргенін есіне түсіре алмады. Чжун Хон кеткеннен кейін Бок Чжу Чжун Хонның сары орамалын алды. Сол күні кешке гимнастика бөлімі кір жуатын бөлмеден киімнің жоғалып кеткенін анықтады. Олар оны ауыр атлетика бөлімінен біреу алып кетті деп күдіктенген. Бұл екі бөлімнің арасында ұзақ уақыт бойы келіспеушіліктер болды. Олар тек аумақ пен спорт үшін ғана емес, сонымен қатар өткен жылы гимнастика бөлімінің қызметкері студент қыздың еңбекпен тапқан жігітін ауыр атлетика командасынан алып кеткен. Бұл сайып келгенде сол студенттің мектепті тастап кетуіне себеп болды. Екі кафедра арасындағы қарым-қатынас шарықтау шегіне жетті. Бірақ шын мәнінде киім ұрлаған адам басқа біреу болды. Бұзық жасырын түрде кір жуатын бөлмеге тығылып, іш киімін кір жуғыш машинадан жасырын шығармас бұрын барлығының кетуін күтті. Көп ұзамай Бок Чжу оның бақытты жейдесінің жоғалып кеткенін білді. Бұл оның бәсекеге қабілетті формасы еді. Бок Чжу мазасызданып, гимнастика бөліміндегі біреу одан кек алғысы келеді деп күдіктенді. Сондықтан ол дауласу үшін гимнастика бөліміне барды. Бірақ гимнастика бөлімі киім ұрлағанын мойындамады. Осылайша екі жақтың арасында жанжал туындады. Ешқандай дәлел болмағандықтан гимнастика бөлімінің қолынан ештеңе келмеді. Бок Чжудың көңіл күйі нашар болғандықтан ол достарымен бірге стрессті жеңілдету үшін жасырын сыра ішу үшін шатырға шықты. Ішіп болған соң олар төменге түсті. Анықталмасы үшін олар кір жуатын бөлмеге тығылды. Бірақ кездейсоқ киім ұрлаушының жасырынып жатқанын көрді. Бұзық бұрылып қашып кетті. Сондықтан олар оны асығыс қуып жіберді. Сонымен бірге Чжун Хе бөлмелесінің артынан қуған досымен бірге түнде жұмыс істейтін интернет кафеге баруға құлықсыз келіскен. Қара киім киген екі адам балконнан жүзім бұталарына жабысып қалды. Олар төмен түсіп бара жатқанда қасынан бір бұзық жүгіріп өтті. Чжун Хе не болып жатқанын түсінбей тұрып, Бок Чжу оны артынан ұстап тұрды. Ол оны бұзық деп ойлады. Чжун Хеннің бөлмелесі жағдайдың жақсы емес екенін көріп, асығыс жатақханаға оралды. Чжун Хе осылайша бұзық болып көрінді және ұсталды. Бірақ мұғалім Чжун Хеннің ондай адам емес екенін білді. Бок Чжуда да ешқандай дәлел жоқ. Сондықтан Чжун Хенге аз ғана физикалық жаза тағайындалды. Бірақ Бок Чжу Чжун Хенді бұзық деп ойлады. Әйтпесе, неге өзі сияқты ұзын бойлы адамға сары орамал тағу керек? Сонда ғана Чжун Хен өзінің өмірі деп санайтын орамалды Бок Чжу алып кеткенін білді. Бұл жолы екеуінің арасында жанжал болды. Гимнастика бөліміндегі атақты спортшының Шихо болуы одан да оғаш кездейсоқтық болды. Ол ұлттық іріктеу емтиханында қателесті. Ақырында ол біліктілігінен айырылып, мектепке қайта барудан басқа амалы қалмады. Шихо Чжун Хидің бұрынғы сүйіктісі болған. Жатақхана лық толы болғандықтан оны бір күні Чжун Хе әдеттегідей тиындарды жинау үшін тілектер фонтанына барды. Ол қуана кетуге бұрылған сәтте Бок Чжудың оған қатты қарап тұрғанын көрді. Бок Чжудың жүзі Чжун Хенді бұзық деп ойлағандай болды. Енді Чжун Хен бұдан артық ештеңені анық түсіндіре алмады. Осыдан кейін олар кездескен сайын Бок Чжу одан бақытты жейдесін қайтарып беруін өтінетін. Чжун Хен одан орамалын қайтарып беруін өтінді. Олар кездескен сайын шексіз дауласатын. Бір күні ауыр атлетика бөлімінің қызметкерлері қандай да бір тапсырмаларды орындауға кеткенге дейін дыбыс жазу студиясының қызметкерлері гимнастика бөлімінің студентінің іш киімін кигенін байқамай қалды. Сонда ғана шындық Құдайдың нұрына бөленді. Қызметкерді полиция алып кетті. Барлық киімдер иелеріне қайтарылды. Бок Чжу жоғалған футболкаға қарады. Ол қайтып келді. Бірақ оның көңіл күйі өте ауыр болды. Ол шынымен де Чжун Хенді қателесіп, кінәлағаны белгілі болды. Бок Чжу іштей ұялғанын сезді. Кешірім сұрау үшін
ол орамалын өзі жуып, үтіктеп, Джун Хенді қайтару үшін бассейнге апарды. Бок Джун Хеннен шын жүректен кешірім сұрады. Тіпті таза орамалын да қайтарып берді. Джун Хен орамалын алып, иісін сезді. Оның енді таныс иісі қалмады. Сондықтан ол орамалын жуғаны үшін оны ашуланып сынға алды. Бок Джу ақ көңіл еді, бірақ ұрысып қалды. Ол қатты ашуланды. Жанжал кезінде ол абайсызда бассейнге құлап кеткен. Бок Джу суда құлай берді. Ақырында Джун Хен оның көрінісіне шыдай алмады. Сондықтан ол оны құтқаруға асықты. Джун Хен Бок Джуды құшақтап алған сәтте оның томпақ шектеріне қарады. Естеліктер оған бірден әсер етті. Джун Хен бастауыш мектебінің спорт фестивалінде апта сайынғы эстафетаға қатысты. Ол эстафеталық таяқшаны лақтырып қана қоймай, қарсы бағытта да жүгірді. Чжун Ханг сыныпқа оралғаннан кейін сыныптастары оны күлкіге қарық қылды. Чжун Ханг терезені тазалап жатыр екен. Досын сыпырғышпен ұрмас үшін ол кездейсоқ терезеден құлап кетті. Осы кезде Бок Джу жанынан өтіп бара жатып, құлап қалмас үшін оны көтеріп алды. Бок Джудың аузынан шыққан торт пен сприт келе Чжун Хангтың бетіне тиді. Екеуі тәтті жымиды. Джун Хон Бок Джуды бассейннен құтқарған сәтте ол оны таныды. Ескі досымен кездесу Джун Хонды керемет бақытты етті. Бірақ Бок Джу онша бақытты емес еді. Өйткені Джун Хон Бак Джуды балалық шақтағы семіз деген лақап атымен атай берді. Бұл оның үрейленіп қашып кетуіне себеп болды. Олар бір-бірін білгеннен кейін Джун Хен Бок Джумен кездескен сайын ол алыстан Бок Джуды семіз деп атай берді. Бок Джу өзін өте ыңғайсыз сезінді. Тіпті тамақ ішіп отырғанда да ол Джун Хеннен аулақ болды. Джун Хен оны бәріне семіз деп атады. Ол тым аз жейді деп қорыққандықтан оған тіпті Якулта сусынын да берді. Бок Джу қатты ұялып, Джун Хеннен оны енді бұл есіммен атамауын өтінді. Мен Джун Хеннің дәл қазір мұндай ұятсыз болады деп күтпеген едім. Ол Бок Джудың сөзіне мән бермеді. Джун Хен де неге оған қарсы тұра алмайтынын және оны мазақ етпейтінін түсінбеді. Мүмкін бұл оны көрген сайын өзін бақытты сезінгендіктен шығар. Бірде Бок Джу отбасына қуырылған тауық дүкеніне азық-түлік жеткізуге көмектесіп жатқан. Кездесуден кейін ол тапсырыс берушінің Джун Хен екенін білді. Бок Джу осында жол бойы жүгіріп келе жатқан және қатты шаршаған. Джун Хен оның біраз демалғанын қалады. Сондықтан ол әдейі төлейтінін немесе төлемейтінін шешпес бұрын бәрін қайталап көргісі келетінін айтты. Ол Бок Джудан қасында біраз уақыт отыруын өтінді. Күтпеген жерден Бок Джу орамал оқиғасы үшін кешірім сұрау үшін оның тегін екенін ашық айтты. Бірақ Чжун Хен іштей өзін кінәлі сезінді. Жеткізу мекен жайы бойынша ол Бок Джудың қуырылған тауық дүкеніне барды. Кездейсоқ бұл жолы ол Бок Джудың ақшасын, тамақ ақысын төлеуге жұмсап жатқанын көрді. Осыдан кейін Джун Хен достарын мейрамханаға бір рет арнайы алып келді. Ол сондай-ақ Бок Джудың соңғы рет төлеген сомасын төлеу мүмкіндігін пайдаланды. Тамақ ішіп отырғанда Чжун Хен мейрамханада қойылған Бок Джу жеңіп алған медальдарға қарап тұр. Чжун Хен Бок Джудың бала кезіндегі басынан кешкендерінің бәріне куә болған сияқты. Мектепке оралғанда Чжун Хен оны іздеп келген Шихомен кездесті. Екінші тарап онымен татуласып, қарапайым достар ретінде бірге болғысы келді. Чжун Хен келіскендей басын изеді. Бірақ оның немқұрайлы көзқарасы Шихоны қатты ашуландырды. Жүрегінде ол әлі де мұндай қарым-қатынасты күткен. Ауыр атлетика бөлімінің операциялық шығындары қысқартылды. Сондықтан жаттықтырушы Санг Чол барлық жүктемені өз мойнына алды. Командаға жаттығуға бару керек болғанда ол қаланы айналып өту үшін шағын автобус тауып алды. Бірақ шағын автобус бүкіл команданы сыйдыра алмады. Ақырында Санг Чол әлі де кеңірек көлікке отырды. Жаттығу аяқталғаннан кейін Санг Чол алдап жүргенде кейіп танытып, жоспарланған кешті елемегісі келді. Бірақ балалардың шыдамсыз көздерін көрген Санг Чол шыдай алмады. Ақырында ол балаларын барбекю мейрамханасына кешке апару үшін өз ақшасын жұмсады. Балалар жақсы тамақтанып, жақсы ұйықтады. Санг Чолдың қандай қиын жағдайға тап болғанын білмей, олар барбекю мейрамханасында дәмді кешкі ас ішті. Жаттықтырушы Сонг Вун Сан Чолдың жағдайына қатты алаңдады. Сан Чол өзін ауыр атлетика командасына арнады. Өйткені ол мұны басқаларға уәде етті. Әйелі онымен ажырасқан. Ажырасқаннан кейін әйелі оның алиментін пайдаланып, сәнді өмір сүрді. Ақшаны үнемдеу үшін Сем Чол әдетте мектепте оқитын және үйге сирек келетін. Тіпті ұйықтап жатқанда да бұдан былай шыдай алмады. Ол оған үйге барып, ұйықтап, денсаулығына көбірек көңіл бөлуді бұйырды. Болашақта оның ақшасын балаларды емдеуге жұмсамаңыз. Ол ауыр атлетика командасының қаржылық мәселелерін қалай шешуге болатынын анықтаған болар еді. Келесі күні қосымша тамақтану уақыты келгенде Соман Кимбаба келіп, басқа мейрамханаға ауысып жатқанын айтты. Бірақ команданың барлық мүшелері дұрыс емес нәрсені байқап көрді. Олар жай ғана жаңа дүкеннің дәмі жақсы емес деп ойлады. Кешке Чжун Хен ата-анасының дәріханасына барып, шағымданған шахтаны жөндеп, анасынан оны тамақтандыруды өтінді. Ол үйіне барып, анасының тамақ әзірлеуін күтуі керек еді. Үйге келген соң, ол орамалын үстелдің тартпасына ұқыпты салып, сол жерден супер коллекцияларда жиналған карталарды алып шықты. Үстіңгі жағындағы қолтаңба да оның анасы болды. Джун Хеннің қазіргі анасы оны асырап алған анасы болуы мүмкін бе? Джун Хеннің де үлкен ағасы болған. Ол Че И есімді дәрігер болған. Дже И Джун Хеннің жарыс ережелерін бұзғанын білді. Джун Хеннің психикалық ауруы бар деп есептесек, Че И ол үшін қатты уайымдады. Мектепте әйел дәрігермен сөйлескеннен кейін Че И Джун Хенге емделу керек деп кеңес берді. Джун Хен бұл мәселеге ренжісе, Бок Джу да мазасыз әкесінің кесірінен басы ауырған. Оның әкесі бір жерден әшекей сатып алып, Бок Джуды алдап, оны сатып алдым деп айтқаны белгілі болды. Бок Джу қатты қуанды. Нәтижесінде бірнеше күннен кейін жол жиегіндегі хабар ошарсыз кеткендер туралы хабарландыруға әшекейдің суреті ілінді. Сонда ғана ол әкесінің оны тағы да алдағанын түсінді. Бок Джу әкесінің заттарды алып кететін жаман әдетін үнемі ұнатпайтын. Енді әкесі оны тағы да мазақ етті. Ол әкесімен біраз сөйлесті. Содан кейін оны орнына қою үшін
киім-кешек үстелін алып кетті. Жолда жаңбыр жауа бастады. Бок Джу киім-кешек үстеліне қысылып, жаңбыр астында қалды. Кенет оның басынан қолшатыр пайда болды. Бұл Джун Хеннің үлкен ағасы болып шықты. Бірақ Бок Джу Чжи-иді танымайтын. Оның көз алдында бұл әдемі дауысы бар әдемі жігіт еді. Әлгі жігіт оны өтіп бара жатқан көліктердің шашырауынан қорғап қалды. Содан кейін оны діттеген жеріне ақырын апарып, оған қыз сияқты қарады. Ақырында ол тіпті оған қолшатырын да берді. Қайтар жолда Бок Джу жүрегінің дүрсілін естіді. Оған Джи әсер еткен болуы мүмкін. Сол кезде оған ауыр атлетика бөлімінен телефон соғылды. Команда мүшелері кимбапты жеп болған соң, олардың барлығы тамақтан уланып, ауруханаға жатқызылғаны белгілі болды. Семен кимбапты орап алған өзі екенін ғана мойындай алды. Ол ақша үнемдегісі келгендіктен, жарамдылық мерзімі өтіп бара жатқан азық-түліктерді сатып алды. Семен бұған қатты өкінді. Топ мүшелері бөлімнің қаржылық мәселелерін де білді. Олардың барлығы парасатты балалар еді. Олар жеңіл тағамдар мен кездесулерді азайтуды белсенді түрде ұсынды. Жаттықтырушылар қатты әсер етті. Бірақ аянышты және парасатты балаларға қарап, жаттықтырушылар жүректерін ауыртты. Бакжу онсыз да денсаулығы нашар әкесінің ауырып қалғанын естіп, үйіне асығыс оралды. Ол үйге келгенде әкесінің әлі тірі екенін және аман есен екенін білді. Әкесі оған жаңа әшекей сатып алғаны белгілі болды. Оның үстіне, ол әсіресе Бакжудың алдында өзін көрсеткісі келді. Сондықтан ол ағасымен оны алдап, үйіне қайтару үшін сөз байласты. Бакжу оның күлетінін немесе жылайтынын білмеді. Бірақ жаңа үстелді көргенде ол әлі де қатты әсер етті. Бок Чжу үйден шығып кетті, бірақ жолда Чжимен кездесті. Ол оның соңынан еріп, Чжидің ауруханаға кіріп бара жатқанын көрді. Сонда ғана ол оның дәрігер екенін білді. Бок Чжу өзін аздап ыңғайсыз сезінді. Ол шын мәнінде бұл адамнан әлдеқайда қысқа болды. Дәл осы сәтте Бок Чжуға шабыт кенеттен түсіп кетті. Чжи арықтау клиникасында дәрігер болған. Сондықтан ол Чжимен жақынырақ танысу мүмкіндігін пайдалану үшін арықтау ауруханасына бара алады. Бок Чжу дереу ауруханаға барды. Чжи Бок Чжуды көргеннен кейін ол оны өткен күні кездескен қыз ретінде бірден таныды. Бок Чжуға отырғаннан кейін бірінші сұрақ Мессиді ұнатама деген сұрақ болды. Бұл сұрақ Чжиді есеңгіретіп, ұятқа қалдырды. Табысқа жету үшін Бок Чжу ауруханада арықтау емінен өтуге шешім қабылдады. Бірақ емнің құнын көрген соң, оның барлық үміті бірден сөнді. Бок Чжудың барлық жинаған ақшасы емделуге жетпей қалды. Сондықтан Бок Чжу әкесінен ақша сұрау үшін үйіне қайтты. Бірақ әкесінің әлі де ескі мотоциклмен келе жатқанын көргенде, ол енді қайыр сұрауға батылы бармады. Егер оның үйінде ақшасы болмаса, Бок Чжудың бір ғана шешімі бар еді. Мектеп альпинизм жарыстарын өткізбекші болды. Бірінші орын иегері 3 миллион вон көлеміндегі жүлдені жеңіп алады. Бок Чжудың көзі бірден жанып кетті. Ол бірден байқауға қатысуға жазылды. Келесі күні жарыс басталды. Бок Чжу бірден сахнаға жүгіріп шықты. Күтпеген жерден ол жарты жолда Чжун Хомен кездесті. Маусым оның келе жатқанын көргенде бірден қуанды. Ол онымен сөйлесуді жалғастырды. Бок Чжу физикалық және психикалық тұрғыдан шаршады. Сондықтан оған назар аударуға көңіл күйі болмады. Ол тек жоғарыға көтерілгісі келді. Джун, ол оның артынан еріп, оны мазақ етті. Бірақ кездейсоқ Бок Чжуды итеріп жіберді. Бок Чжу ақсап, таудың басына шыққанда, көптеген шәкірттер шыңға жетіп үлгерді. Шанышқының барлық әрекеттері нәтижесіз болып, Бок Чжудың көңілі қатты қалды. Ол Джун Хангты кінәлай берді. Ол оған бұдан былай оның артынан жүрмеуін айтты. Джун Хон бірден ренжігенін сезді. Екінші жағынан, Джун Хеннің бұрынғы сүйіктісі жаттығу тобына қайта оралды. Соңғы кездері оның жағдайы өте ауыр болды. Жаттықтырушы оған демалыс кезінде Ресейде арнайы дайындық курсынан өтуді ұсынды. Бірақ Ресейге бару үшін көп ақша қажет болады. Шихо қатты абдырап қалды. Ол үйге келгенде ата-анасының оның оқу ақысы туралы дауласып жатқанын естіді. Оның отбасының қаржылық жағдайы бұған шынымен де кедергі болды. Шихо ештеңе айтпады және бұл мүмкіндіктен бас тартуға шешім қабылдады. Көңілі түсіп, ол Джун Хангпен байланысқа шықты. Ол келесі өмірінде ауқатты отбасында дүниеге келеді деп үміттенеді. Сонда ол ақша туралы алаңдамай, ештеңеге алаңдамай өз армандарын орындай алады. Осылай деп Шихо абайсызда тайып кетті. Джун Ханг оған көмектесу үшін тез қолын созды. Оның қолы бұрынғыдай жылы болды. Шихо оның қолынан мықтап ұстап, жіберуден бас тартты. Джун Ханг үнсіз қолын тартып алды. Сонымен бірге Бак Чжу достарымен қыдырып жүрді. Нан Хитім көп ішіп, есінен танып қалды. Ол кездейсоқ шарапты көрші үстелдегі адамға төгіп жіберді. Ер адам олардың ауыр атлетикамен айналысатынын естігенде, ол қатты күлді де. Оларды әйелдерге ұқсамайтыны және еркектерге қарағанда күштірек көрінетіні үшін мазақ етті. Қыздар жан түршігерлік қорлықты бастан өткерді. Сондықтан екі жақтың арасында дау туды. Джон Хен Шихомен қоштасқаннан кейін ол да осында тамақ ішуге келді. Ол бұл бейберекет көріністі көрді. Ол бүгін таңертең Бок Чжудың сөзіне қалай ренжігенін ойлады. Джон, ол жоғарыға көтерілмеді. Бірақ Бок Чжу кеткеннен кейін ер адамдар ол туралы әлі де айта берді. Олар тіпті шектен шығып кетті. Олардың сөздері Бок Чжуды қорлау мен менсінбеуге толы болды. Джун Ханг енді шыдай алмай ер адамдармен төбелесуге асықты. Ол қарсыласын ұрып соққаннан кейін Джун Ханг бұрылып қашып кетті. Бок Чжу мен оның достары Джун Хеннің жүгіріп келе жатқанын көріп, алысқа жете алмады. Джун Хен Бок Чжуды артқа тартып қашып кетті. Қашып кеткеннен кейін Бок Чжу Джун Хен ашуын шығарғысы келді деп күдіктеніп төбелесуге кетті. Әрине, Джун Хен мұны мойындамады. Бок Чжу Джун Хенге қарап, оның есінде қалған ұялшақ баладан мүлде басқаша екенін байқады. Джун Хен Бок Чжудың иығынан құшақтап, өзінің сүйкімділігін көрсетті. Джун Хеннің жеңіл желпі көзқарасын көрген Бок Чжу бір сәт үнсіз қалды. Олар басынан өткергеннен кейін ұрысуды қойды. Көшенің арғы бетіндегі Шихо спорттық аяқ киім дүкенінің жанынан өтіп бара жатты. Шихо мен Джун Хен әлі ажыраспаған кезде Шихо Джун Хенге бір жұп аяқ киім сатып алғысы келді. Джун Хен Шихо отбасының қиын кезеңді бастан өткеріп жатқанын білді. Сондықтан ол сыпайы түрде бас тартты. Ол кезде екеуі де сондай сүйкімді және бақытты болып көрінетін. Шихо үшін керемет естеліктер қалды. Көп ұзамай Джун Хен жатақханаға оралып,
анонимді пакетті тапты. Ішінде бір жұп спорттық етіп болды. Джун Хен мұны Шихоның сыйы деп болжады. Енді Джун Хен енді Шихоға үміт бергісі келмеді. Ол аяқ киімін қайтару үшін Шиходы іздеуге кетті. Келесі күні Шихо мұғаліміне Ресейге оқуға бармауға шешім қабылдағанын айтты. Бұл туралы Шихоның анасы да білген. Шихоның анасы Шихоның шешімін түсінбеді. Шихо қатты ренжіді. Ол отбасының мұндай шығындарды көтере алмайтынын түсінді. Шихо қатты ренжіді. Сондықтан ол қайтып келген кроссовкасын алып, баланың жатын бөлмесіне қарай жүгірді. Ол ештеңе демей Джун Хенге берді. Ол Джун Хонның басқалар сияқты оны аяғанын қаламады. Бок Джудың құпия сезімдері ақыры резонанс тудырды. Чи Икейде осы қызықты қыз Бок Джуды есіне алды. Ол Бок Джуға Мессиден гөрі Роналдуды ұнататыны туралы хабарлама жіберді. Бок Джу бұл хабарды алған кезде қатты қуанды. Ол үйден жүгіріп шығып, Джейді жол қиылысында кездестірді. Ол сене алмағандықтан Джейге сәл қолын тигізді. Ол басқа ештеңе ойлай алмады. Джейді қайта көргенде Бок Джу өзін сондай бақытты сезінді. Ол барлық жерде несие бергеннен кейін Бок Джу ақыры Джейдің ауруханасына барып, емделуге жазылуға жеткілікті ақшаға ие болды. Джей бұл көңілді және көңілді қызды көргенде өзін бақытты сезінді. Ол Бок Джумен қол алысуға бастамашы болды және олардың болашақта жақсы ынтымақтастықта болатынына үміт білдірді. Бок Джу гір көтергеннен кейін оның дірілдеген қолдарына қарап өзін жайсыз сезінді. Сондықтан ол жай ғана қолын созып, Джейнің қолынан сипады. Ауруханадан шыққаннан кейін Бок Джу қатты толқыды. Ол тіпті басына шаш қыстырғышын сирек киетін. Бок Джу мұндай әйелдік шаш аксессуарын алғаш рет киіп отыр. Сатушы әйелдің айтуынша, Бок Джу бұл аксессуармен әйелдік көрінеді. Мұны естіген Бок Джу оны сатып алудан тартынбаған. Бок Джу шабыттанды. Ол қолөнермен де айналысамын деп ойлады. Келесі жолы ол Чи Идің қолшатырын қайтарғанда, ол оны оған береді. Бок Джу кездейсоқ Джун Хенмен кездескен кезде баланың пікірін сұрағысы келді. Ол бұл досына арналған деген сылтауды тез пайдаланып, Джун Хеннен балаға сыйлық ретінде қолдан жасалған білезік жасау керек пе деп сұрады. Күтпеген жерден Джун Хен оны тез тоқтатты. Өз қолыңызбен жасайтын істеріңіз үлкен өзгеріс әкелетіндіктен олар адамдарға қиындық тудырады. Бұл солай болып шықты. Баджу бірден есіне түсті. Ол сыйлықтың орнына алғыс хат жазуды ұйғарды. Ол қатты ғашық болды. Бок Джудың бөлмелесі Шихо Бок Джудың өзіне ұнайтын адамы бар екенін бірден түсінді. Келесі күні Бок Джу киініп, қолшатырын ауруханаға қайтару үшін жаңадан сатып алған шаш қыстырғышын киді. Чи Бок Джудың қай мамандықта оқитынын сұрады. Бок Джу өзінің ауыр атлетика командасының мүшесі екенін айтқысы келмеді. Дәл осы сәтте Бок Джу үстел үстіндегі виолончель мүсінін көрді. Ол бірден оның мамандығы ксело екенін айтты. Күтпеген жерден Чи Идің классикалық музыканы жақсы көретіні белгілі болды. Бок Джудан жауап алынғаны сонша, ол ашыла жаздады. Сонымен бірге Джун Хенге психологиялық көмек көрсетіле бастады. Матч алдында әр жолы оның жүрегі қатты соға бастады. Осыдан кейін ол басқа дыбыс естімеді. Бұл жағдай жаттығу кезінде де бірнеше рет пайда болды. Дәрігер мұны дүрбелеңнің бұзылуы деп анықтады. Дәрігер одан бұл симптом алғаш рет пайда болған кезде не болғанын сұрады. Бірақ Джун Хен бұл туралы айтқысы келмегендіктен білмейтін кейіп танытты. Джун Хенді алып кетуге келді. Джун Хен қолшатырдың өте жұқа қағаз пакетке салынғанын анықтады. Bir қарағанда бұл Бок Джудың жұмысы екенін түсінді. Джун Хен Чиге қолшатыр берді. Чи оны виолончель ойнауды үйреніп жатқан қызға қарызға бергенін айтты. Қыз оны сөмкесіне салып, өзіне қайтарып берді. Джун Хен қарсы тұра алмай, онымен біраз сөйлесті. Жатақханаға оралғанда Джун Хен сөмкесінде тағы бір хат бар екенін білді. Онда рахмет, дәрігер деп жазылған. Сол күні сен маған қолшатыр емес, жылы жүрегіңді қарызға бердің. Джун Хен күрсінді. Мен тағы бір бейкүнә қызды азғырып кеткендей болдым. Келесі күні Бок Джу мен Джун Хен асханада кездесті. Джун Хен Бок Джуды тағы да мазақтай бастады. Ол оның соңғы кездері арықтағанын айтты. Бок Джу үнсіз қалды. Екеуі қалжыңдасып жатқанда Шихо оларды көрді. Шихо олардың соншалықты жақын болғанын бірінші рет көріп тұрған жоқ. Шихо әдейі Бок Джудың қолынан ұстап, оны Джун Хенмен таныстырды. Ол Бок Джу екеуі қазір бөлмеде бірге тұратынын айтты. Атмосфера кенеттен ыңғайсыз болды, бірақ ыңғайсыздық әлі алда еді. Шихо айналасында ешкім жоқ сияқты барлығымен бірге үстелге отырды. Тамақ ішіп отырып, ол тіпті Джун Хенге тамақ алып берді. Джун Хен олардың арасындағы атмосфераның барлығына әсер еткенін қаламады. Сондықтан ол кетуге сылтау тапты. Шихо оны асығыс қуып жіберді. Ол Джун Хенмен қайта кездескісі келді. Бұл сөйлем Джун Хенді дәрменсіз сезінді. Онымен әу бастан ажырасып кеткен Шихо екені көрініп тұрды. Шихо өкінетінін мойындады. Ол сол кезде маңызды матчқа тап болды және оның жағдайы өте нашар болды. Мұғалім Шихоны барлығының көзінше сынға алды. Джун Хен де жарыста жеңіліп қалды және оны қандай да бір жолмен жұбату үшін Шихоны тапқысы келді. Шихо ол үшін әлі де уайымдап жүрді. Сондықтан ол ажырасуды ұсынды. Джун Хон көмекке ең мұқтаж болған кезде Шихо оны тастап кетті. Енді ол ештеңе болмағандай әрекет етіп, қайта қосылғысы келді. Джун Хон қалай келсе алады? Жатақханаға оралған соң, Шихо Бок Джуды іздеуге кетті. Шихо әдейі Джун Хонмен қайта қосылғысы келетінін айтты. Шихо Бок Джудың батасын аламын деп үміттенген. Екінші жағынан, ауыр атлетика клубының жоғары сынып оқушысы Пак түнде бөлмесіне жиі оралмайтын. Оны құрдастары сұрап алып, жақын арада мектепті бітіру қажеттілігімен бетпе-бет келуге мәжбүр болды. Оның бөлмелестері оның тығырықтан шығудың жолын тапты деп күдіктеніп, ешкімге айтқысы келмей, бұл жаңалықты жасырын түрде жасырды. Олар осылай жанжалдасып қалды. Ақырында жаттықтырушы бүкіл ауыр атлетика бөлімін жазалады. Жаза кешке дейін созылды. Содан кейін аяқталды. Сон Чол мен Сон Ын оларға ашық ауада барбекю жасады. Екеуі бұл туралы балаларға бірге айтып берді. Медаль алу үшін өз өмірлерін қатерге тігіп, содан кейін жарақат алумен салыстырғанда
олар барлығы ауыр атлетиканы шынымен жақсы көреді және жаттығады деп үміттенді. Жай ғана гір көтеру оларды бақытты сезініп, оған өз уақыттары мен күш-жігерін жұмсауға дайын болуы мүмкін. Жаттықтырушы дәл осылай көргісі келді. Санг Чжол кейбір орта мектеп оқушыларының өмір жолының ортасында жүргенін, абдырап қалғанын және болашаққа алаңдайтынын білді. Бірақ Санг Чжол ойыншылардың экстремалды болғанын қаламады. Өмір бітпейтіндіктен жағдай өзгеруі мүмкін. Түнде аға пак демалыс сұрауға келді. Санг Чжол себебін сұрамай-ақ келісті. Ол шәкірттеріне сенді. Бұл оларды шынымен қолдаудың жалғыз жолы болды. Шын мәнінде аға парктың демалыс сұрауға себебі болды. Оның әйелі жаңа ғана босанды. Ол күнде кешке әйеліне қонаққа келеді. Оның отбасы қатты қаржылық қысымға ұшырады. Сондықтан саябақта көптеген қиындықтар бар. Сонг Чжол да балаларының болашағына қатты алаңдайды. Егер олар спортта медаль алмаса, одан әрі жол өте қиын болады. Сонг Чжол Пак пен Бок Джуға салмақ дәрежесін көтеруге рұқсат беруді жоспарлап отыр. Бұл олардың медаль алу мүмкіндігін арттырады. Мұны айту оңай, бірақ салмақ қосу, салмақ жоғалтудан әлдеқайда қиын. Жақында Бок Джу достарына айтпай-ақ арықтау үшін ауруханаға барды. Оның достары Бок Джу үйге тамақ жеткізіп жатыр деп ойлады. Сондықтан олар бастама көтеріп, көмектесу үшін Бок Джудың үйіне барды. Күтпеген жерден Бок Джу үйде жоқ болып шықты. Әкесі мен ағасы оны мектепте оқиды деп ойлады. Бок Джу жатақханаға оралғаннан кейін достары оны бірден сұрақтармен мазалай бастады. Бок Джу қатты толқып, қалай түсіндірерін білмеді. Оның ыңғайсыз түрін көрген достары Бок Джу геморройдың қайталануын бастады деп ойлады. Сондықтан Бок Джу жасырын түрде ауруханаға барды. Бок Джу да жағдайдың бұлай болатынын күтпеген. Сондықтан ол шындықты жасыру үшін мұны тек ұялшақтықпен мойындауға мәжбүр болды. Емдеу дамыған сайын Бок Джудың салмағы бірте-бірте азая бастады. Бірақ ол өзін бақытты сезініп үлгермей жатып, ауруханада Бок Джу өзіне таныс дауысты естіп, оны семіз деп атады. Ол артына бұрылғанда Бок Джу Джун Хеннің ағасын іздеп бара жатқанын көрді. Джун Хон Бак Джудың арықтататын костюм кигенін көрді. Оның қатты күлгені сонша дем ала алмай қала жаздады. Дәл осы сәтте Че бізге жақындады. Оның сыры ашылғалы тұрғанын көрген Бок Джу бірден өзінің бала күнгі досы Чжун Хенмен алғаш рет кездесіп тұрғандай кейіп танытты. Че сонымен қатар Бок Джуды виолончельде ойнауды үйренген қыз ретінде таныстырды. Чжун Хен қатты таңғалды. Ол Бок Джудың арқасынан шымшып алғанын сезді. Ол оның өтірік айтуына көмектесу үшін күлкісін басуға тырысты. Ол тіпті Бок Джудың иығынан құшақтап, оның жақсы дос екенін айтты. Джун ол ағасына виолончельде ойнау зілтеміршінің күшін қажет ететінін айтты. Джонды көргенде оның жүзінде таңданыс пайда болды. Бок Джу тек күлуге тырысты. Бок Джудың әлсіздігін білген Джун ол оған жол бойы күлді. Ол оны ағасы сиқырлаған деп ойлады. Бок Джу одан ешкімге айтпауын өтінді. Бірақ Чжун Хе сияқты мазақтаушы қалайша мойынсұнушылықпен тыңдай алады. Чжун Хе өзінің әлсіздігіне байланысты Бок Джуды ол үшін бірдеңе жасауға мәжбүрлей бастады. Ол одан жемістерді аршып, шырын сығуға көмектесуін өтінді. Бок Джу қатты ашуланды, бірақ ол тек ашуын баса алды. Чжун Хе ауруханаға консультацияға бара жатқан Бок Джумен кездесті. Сондықтан ол оның соңынан ерді. Кешкі ас уақыты жақындап қалды. Че екеуін де мейрамханаға кешкі асқа шақырды. Кешкі ас кезінде осы мүмкіндікті пайдаланып, Чжун Хун Бок Джудың зілтемірші екенін бірнеше рет меңзеген. Ол тіпті Бок Джудың қолын көтеріп, оның 130 келі салмақта жетістікке жеткенін қатты айқайлады. Бок Джу қатты ашуланды, бірақ ол спортпен айналысқанды ұнатпайтынын құлықсыз ғана айта алды. Че оның қасында тұрып таңғалды, өйткені ол бұрын тәртіпсіздікті жақсы көретінін айтқан. Мұны естіген Джун Хен Бок Джудың ең жақын досы дәл осылай айтқанын есіне алды, сондықтан ол тағы да күлді. Бок Джу бұдан былай шыдай алмады және келіссөздер жүргізу үшін Джун Хенге жалғыз барды. Джун Хеннің зиянсыз түрін көрген Бок Джу қатты ашуланды. Ол Джун Хеннің оны көптен бері мазақ еткенін қаламады. Сондықтан ол бұл мәселені бір жола шешкісі келетінін айтты. Ол Джун Хеннен оған шарт қоюын өтінді. Джун Хен бұл туралы ойланатынын, содан кейін оған айтатынын айтты. Екінші жағынан, Шихо әлі де Джун Хенмен ажырасқысы келмеді. Ол Джун Хенді жол жиегінде күтіп, оны өзінің сүйікті пиццасын жеуге шақырды. Бірақ Джун Хен Шихоға өзінің жеке өмірі бар екенін нығайтты. Ол оған бұдан былай пайдасыз ештеңе жасамауға кеңес берді. Шихо бас тартпады. Ол Джун Хенге хабарлама жіберуді жалғастырды. Бірақ Джун Хен жауап бермеді. Келесі күні спорт фестивалі өтеді. Күріш дорбаларын тасымалдау жарыстарын болдырмау үшін Джун Хен ойын ойнау үшін интернет-кафеге жасырын кірді. Жүзу клубында күріш дорбаларын тасымалдау жарысы басталар алдында Джун Хеннің жоғалып кеткені анықталды. Олар Джун Хеннің бөлмелесіне барып, одан Джун Хенді дереу тауып беруін өтінді. Джун Хеннің көршісі мұны жаттықтырушыға қалай түсіндіруге болады деп уайымдады. Бак Джу мұны кездейсоқ біліп, жүрегіне жақын қабылдады. Ол бірден Чжун Хеннің телефон нөмірін теріп, оның орнына байқауға қатысуды ұсынды. Осыдан кейін олар енді біріне ештеңе қарыз емес. Енді Чжун Хенге оны қорқытуға рұқсат етілмеді. Осылай деп Бок Джу Чжун Хеннің жауабын күтпестен телефонды қойды. Күріш салынған қаптарды тасымалдау сайысы басталды. Өткен жылдары барлық жеңімпаз командалар зілтеміршілер болды. Биылғы жылы ауыр атлетика департаменті осы атақты сақтап қалғысы келсе, олар күріш салынған қаптарды тасымалдау жарысына назар аудару керек. Ауыр атлетика командасының барлық мүшелері өздеріне деген сенімділікке толы болды. Ойын басталған кезде Джун Хен әлі көрінбеді. Оның орнына ауыр атлетика бөлімінің қызметкері Бок Джу келді. Ол Джун Хеннің көмекшісі болды. Бок Джу соңына дейін күресті. Бок Джудың керемет күшімен Джун Хенді елемеуге деген ұмтылысы жүзу бөлімінің жеңіске жетуіне көмектесті. Соңғы бас жүлде жүзу бөліміне бұйырды. Ауыр атлетика бөлімі бірінші рет чемпиондық позициясын жоғалтты. Бок Джу бүкіл команданың басты күнәкарына айналды және жалпы сынға ұшырады. Джун Хен бұл жаңалықты естіп, бізге қарай жүгірді
жүрді. Ол Бок Джуды ауыр атлетика бөлімінің қызметкерлері ұрсып тастайды деп қорықты. Ол ауыр атлетика бөліміне келгенде Бок Джуды бірден шетке тартып алды. Күтпеген жерден Бок Джу бірінші болып сөйледі. Ол одан өзінің құпиясын Джи-ден сақтауын өтінді. Бок Джудың оның ар-намысына нұқсан келтіргенін көрген Чжун Хен оны аяйды. Бок Джу жай ғана Джиге деген бір жақты сүйіспеншілігін сезініп, ешқандай жауап алған жоқ. Бірақ оның көзқарасы сондай ұялшақ еді. Сонымен бірге Бок Джу Чжун Хен үшін барын салды. Бұл оның достарының оны дұрыс түсінбеуіне себеп болды. Барлығы оған ұнайтын адамды Чжун Хен деп ойлады. Шихо сонымен қатар Бок Джудың Чжун Хенді ұнататынын дұрыс түсінбеді. Бок Джуға көмектесу үшін Чжун Хен концертке 2 билет сатып алды. Бірін Бок Джуға, екіншісін Чи сыйға тартты. Бұл Бок Джуға сыйлық ретінде қарастырылды. Бок Джу концерттерге көйлектерін сирек киетін. Ол кездейсоқ Чи мен кездескенде киіп танытты. Концерттен кейін Чи оны үйіне алып кетті. Бок Джу кенеттен өзін бақытты сезінді. Әкесі киім кешек үстелін алған сәттен бастап ол кездейсоқ Чи мен кездескенге дейін бәрі кездейсоқ және әдемі болды. Екінші жағынан Джун Хан психологиялық кеңес алуға келді. Бұл жолы ол дәрігерге өзінің құпиясын мойындады. Анасы екінші рет тұрмысқа шыққаннан кейін анасы 10 жасында Канадаға кеткені белгілі болды. Джун Хен содан бері ағасының үйінде тұрып, ағасы мен тәтесін ата-анасы деп атайды. Сондықтан Чи шын мәнінде оның немере ағасы болған. Джун Хен жүзуді 11 жасында бастаған. Өзі сияқты өзіне сенімсіз, жалғызбасты адам үшін бассейн анасының құшағындай болды. Бұл сенің анаңды ұмытатын жылы жер еді. Анасы шетелге кеткеннен кейін ол жиі ашық хаттар мен сыйлықтар жіберетін. Со Чжун әрқашан өзін басқа балалар сияқты сезінетін. Бір күнге дейін ол кездейсоқ үйден көптеген таза карталарды тауып алып, осы уақыт ішінде тәтесі оған анасының атынан хат жазып отырғанын түсінді. Кездейсоқ Джон сол күні жарыс өткізді. Джон Хе бірінші жарыс кезінде дүрбелең белгілерін көрсетті. Психологтың үйінен кетіп бара жатып, Чжун Хе олардың кездесуі аяқталғаннан кейін кездейсоқ Бок Джумен кездесті. Бок Джудың юбка кигенін көрген Джон Хе қатты күлуге қарсы тұра алмады және оған қарауға батылы бармады. Бок Джу кеткеннен кейін метроға ыңғайлы киім ауыстыру үшін кіріп, сыртқа шықты. Бірақ оны Джун Хен тоқтатты. Джун Хен Бок Джудың жарты күн бойы киген киімін мазақ етті. Көлік шалшықтың жанынан өтіп бара жатқанда Бок Джу есінен танып қала жаздады. Джун Хен Бок Джуды алдынан тартып алды. Бок Джуға су шашылып қалды. Бок Джу Джун Хангтың бұлай істейтінін күтпеген еді. Ол Джун Хангтың артынан қуды. Ол ылғалданғанына қарамастан Бок Джудың көңіл күйі әлі де жақсы болды. Бүгінгі күнді еске алғанда Бок Джу өзін Золушка сияқты сезінді. Бок Джу суық тиіп қалды. Ол қулықпен жымиып Джун Хонның басынан құшақтап бетіне түшкірді. Әрине, егер оған суық тию сияқты ауыр жағдай орын алса, ол оған суық тиюді берер еді. Екі жаттықтырушы Бок Джу мен Паркты 2 деңгейге көтеруді жоспарлаған. Пак келісті, бірақ Бок Джуға келетін болсақ, екі жаттықтырушы да оған бұл туралы әлі айтқан жоқ. Екі жаттықтырушы Бок Джудың бірінші әкесіне барды. Бок Джудың әкесі Сан Чолдың үлкен ұлы болған. Мұқият ойластырғаннан кейін Бок Джудың әкесі ақыры келісімін берді. Бұл туралы екі жаттықтырушы да Бок Джуға хабарлады. Бок Джудың көңілі түсіп кетті. 2 деңгейге көтерілу салмақ қосуды. Содан кейін бұл салмақты бұлшықетке айналдыруды білдіреді. Бұл оңай шаруа емес еді. Әсіресе Бок Джу салмақ жоғалтудың шешуші кезеңінде екенін ескерсек. Бок Джу ұзақ ойланып, ақыры келісті. Жаттықтырушы оның күнделікті тамақтануын жеке бақылап отырды. Ол мектепте тамақтанып, кейін ауруханаға жүгірді. Ауруханада емделіп болған соң, ол мектепке қайта оралды. Ол алға артқа бара жатқанда, оның салмағы бірте-бірте артып, азайып бара жатты. Монбап Джоның салмағы неге осылай азайып бара жатқанын түсіне алмады. Джебап Джоның салмағы неге артып келе жатқанын түсінбеді. Шихоға келетін болсақ, ол жаттығуларына көңілі толмаған сайын, ол өзін ұстай алмай, жынды сияқты тамақтанды. Ақырында іші ауырғандықтан ауруханаға баруға мәжбүр болды. Әйел дәрігер Шихоның жағдайына қатты алаңдады. Өйткені ол әлсіз болып көрініп қана қоймай, оның психикалық жағдайда жақсы емес еді. Екінші жағынан Джун Хен суық тиіп қалды. Ол жақында ғана жаңадан бастағандар ғана қатыса алатын шағын байқауға қатысуға дайындалып жатқан болатын. Мұны бәрі бірдей түсіне бермейді. Себебі Джун Хен өзінің психологиялық жарақатын жеңгісі келеді. Шихо әрқашан оның соңынан ереді. Ол қайта-қайта шақырусыз келеді. Содан кейін ол одан қайта-қайта бас тартады. Бірақ Шихо Джун Хеннен кеткісі келмейді. Шихоның тым көп тамақтануымен салыстырғанда Бок Джу қиын мәселеге тап болуы керек. Бәрі оны тым көп тамақтандырады. Оның жақын достары Бок Джуды тамақтандырып жатқанда Нан Хи кездейсоқ Бок Джудың салмағын жоғалту үшін ауруханаға баруын өтінген мәтіндік хабарламасын тауып алады. Бок Джу Джун Хенге оған ғашық екенін ғана айта алады. Ол сондай ақ Нан Хиді ауруханаға апарады. Сонда ол Чи иді алыстан бақылай алады. Чи әдемі, жетілген және тартымды. Нан Хи Бок Джудың қарым-қатынасын мақұлдайды. Ең жақын досының бақыты үшін Нан Хи Бок Джуға қандай киім кию керектігі туралы кеңес беруді өз мойнына алды. Сонымен қатар Нан Хи Бок Джуға оны топтағы ең жақын досы Сонакеден жасыруға көмектесті. Нан Хи тіпті жасырын түрде Бок Джуға аз тамақ жеуге көмектесті. Джун Хен жарысқа дайындала бастады. Шихо оның қатты суық тиюіне қатты алаңдады. Ол үнсіз бөлмеде тұратын Чжун Хеннен Чжун Хенге зімбір шайын әкелуін өтінді. Тіпті ең жақын досына оны әкелгенін айтуына да рұқсат бермеді. Келесі күні Бок Чжу ауруханаға бара жатқанда Чжун Хенмен кездесті. Джун Хен оның көңілін көтеруін өтінді. Бок Чжу оның көңілін көтермей, орнына ұрысып қалды. Кейінірек Бок Чжу Че иден Джун Хеннің әрқашан өзіне сенімді болып көрінетінін, бірақ шын мәнінде өте әлсіз мінезді екенін білді. Ол 2 жыл бұрын ұлттық жарыстан шеттетілді. Себебі ол бірінші болып секірді. Бұл Джун Хеннің жүрегіне психологиялық зақым келтірді. Оның әдеттегі жаттығу нәтижелері әрқашан тамаша. Ол тіпті өз елінің атынан жарыстарға қатыса алады. Бірақ ол әрқашан жарыстарда қателіктер жібереді. Бұл жолы оған жарысқа қатысуға шешім қабылдау өте қиын болды. Осыны айта отырып, Бок Чжу Чжун Хеге жаман сөздер айтқаны үшін өзін кінәлады. Содан кейін ол субұрқақтың жанынан өтіп бара жатып, Чжун Хе үшін дұға етіп, оның жарыста абыроймен өнер көрсететініне үміттенді. Жарыс басталар алдында Чжун Хенің құлағы шырылдап,
басы айналып кетті. Ол дыбыс естімеді. Ол ойша уақытты санап, ысқырықты жіберіп алды. Сондықтан ол басқа ойыншыларға қарағанда сәл баяу бастады. Ол тек 4-ші орынға ие болды. Бірақ Джун Хеннің көңіл күйі өте жақсы болды. Кем дегенде, ол 1-ші орынға секіргендіктен жарысқа қатысу құқығынан айырылмай, 1-ші қадамды жасады. Бок Джу жарыстың нәтижесін бақылап отырды. Ол Джун Хеннің тіпті жоғары дәрежеге ие болмағанын білді. Бок Джу оны жұбату үшін онымен кездесуді өтінді. Екеуі субұрқақтың алдында кездесті. Джун Хен бірде субұрқақта бақытты құрбақа өмір сүріп жатқанын естігенін айтты. Бақаға тілек тілеп, алтын медаль алады. Сондықтан Бок Джу ұсқынсыз бақаны бүктеп, оған сәттілік әкеледі деп үміттеніп, оған берді. Шихо да жарыс өтетін жерде жарыстың куәсі болды. Бәрі біткен соң, ол ыстық сорпа құйылған қазанды құшақтап, Джун Хенді күтті, бірақ ол қайтып келмеді. Ол мектепке қайтып бара жатқанда, Шихо кездейсоқ Бок Джу мен Джун Хеннің төбелесіп жатқанын көрді. Ол ашуланып, сорпаны қоқыс жәшігіне лақтырып жіберді. Екінші жағынан, қызына салмақ қосуға көмектесу үшін Бок Джудың әкесі Бок Джудың денсаулығын нығайту үшін баллон сатып алды. Нәтижесінде Бок Джу Джун Хенді үйіне алып келді. Бұл Бок Джудың үйге бірінші рет ер адамды алып келуі еді. Бок Джу өзінің Джун Хенге қарыз екенін айтты. Сондықтан ол оған теңіз көзін сыйлағысы келді. Оның әкесі тәрелкені құлықсыз алып шықты. Джун Хеннің бірінен соң бірі тамақ жеп жатқанын көрген Бок Джудың әкесі барған сайын наразы бола бастады. Ол Джун Хеннің қызын алмақшы болғанын болжады. Ол қатты ашуланды. Тойып болған соң екеуі бірге мектепке қайтты. Бок Джу Джун Хенге көптеген жігерлендіретін сөздер айтты. Екеуі тағы да бір-бірімен ұрысып қалды. Джун Хеннің көңіл күйі бірте-бірте жақсарды. Бок Джудың да осындай сүйкімді жағы бар екені белгілі болды. Шихо Бок Джудың жатақханадағы заттарын тінтіп, оның арықтау терапиясынан өтіп жатқанын көрді. Келесі күні жүгіру кезінде Джун Хен Шихоның ауыр атлетика бөліміне кіріп бара жатқанын көрді. Көп ұзамай жаттықтырушы да Бок Джудың әкесі де Бок Джудың жасырын түрде арықтап жатқанын білді. Бок Джудың әкесі бірден ашуланды. Шихо кеше түнде арықтау ауруханасының альбомын жасырын түрде ауыр атлетика бөліміне апарған болып шықты. Ол бұл туралы көбірек ойлаған сайын соғұрлым өкінді. Ол сыртқа шығып, оны қайтарып алғысы келгенде, Сын Хунның оны көргенін көрді. Бок Джудың салмағын жоғалтып жатқанын білген жаттықтырушы бұл туралы Бок Джудың әкесіне алдын ала хабарлаған. Бок Джудың әкесі оған ұрысып қалды. Бок Джудың неге бұлай әрекет еткенін бәрі түсіне алмады. Ауыр атлет үшін салмақты сақтау өте маңызды. Бок Джу физикалық жазаға тартылды. Сондықтан оның бүкіл денесі ауырды. Бок Джудың ауырған түрін көрген Шиху да қатты қайғырды. Ол қызғаныштан өзін соншалықты ақылсыз ұстағаны үшін өзін жек көрді. Сол күні Чи Идің туған күні болды. Джун Хан дереу Бок Джуға барлау мәліметтерін жіберді. Сол күні Бак Джу ауруханаға баруы керек еді. Бірақ Чи жұмыстан келгенде Бокты күте алмады. Бок Джу Джидің туған күнін өткізіп алды. Бок Джудың әкесі ауырып қалған болып шықты. Сондықтан ол диализге үнемі ауруханаға баруға мәжбүр болды. Ол ауруханаға диализге барудан бас тартқанын пайдаланып, Бок Джуды оны тыңдауға мәжбүр етті. Бок Джуға енді салмағын жоғалту үшін ауруханаға баруға рұқсат етілмеді. Бок Джу өте дәрменсіз болды және әкесіне емделуге кеңес берді. Бок Джудың әкесі бұл туралы көбірек ойлаған сайын соғұрлым ол ашуланып, салмағын жоғалтып, бәрін талқылау үшін ауруханаға барғысы келді. Ашуланған Бок Джудың әкесі кенет есінен танып қалды. Баланың жағдайы ауруханаға жеткізілгеннен кейін ғана тұрақтанды. Осыдан кейін Бок Джу салмағын жоғалту үшін ауруханаға қайта бара алмайтыны сөзсіз. Ол туған күніне арнайы сыйлық сатып алып, бәрін мойындау үшін, Джиге мойындау үшін ауруханаға баруға дайындалды. Ақырында ол әлі де мойындауға батылы жетпеді және сыйлықты Джидің көлігінің алдына қалдырды. Бок Джу салмағын жоғалту үшін жасырын түрде ауруханаға қашып кетті. Ол мектепке орала салысымен Сын Юн Бок Джудан бұл туралы сұрауға мәжбүр етті. Бок Джу жауап беруден бас тартты. Біреу Бок Джуды жазалай бастады. Нан Хи бұдан былай шыдай алмады. Ол Сегвунға бәрін айтып берді. Нан Хи Бок Джудың ауруханаға арықтау үшін емес, сол жердегі дәрігерді ұнатқаны үшін барғанын айтты. Бүгін Бок Джу оған туған күніне сыйлық беру үшін жасырын жүгіріп келді. Сонгвон мұны естігенде эмоцияға беріліп кетті. Ол кішкентай кезінде бәрінің махаббаты сондай таза болатын. Сегвон кішкентай кезінде ол тіпті ер студенттің кесірінен үйден қашып кеткен. Сонгвон Бок Джуға өзінің тарихын айтып берді. Ол Бок Джуға бәрі жақсы болатынын айтты. Егер сен қазір қатты қиналсаң да, егер сен оны жеңе алсаң, ол сені болашақта жақсы көретін көптеген еркектерді кездестіреді. Бок Джу жеңілдеп, қатты жылай бастады. Чжун Хан Бок Джудың әңгімесін естіді. Ол әлі де онымен байланыса алмай, қатты уайымдады. Стадионның жанынан өтіп бара жатып, У Сын Хеннің қолында жылап тұрған Бок Джуды көрді. Чжун Хен жол жиегіндегі шөпке тығылып, шұжықты лақтырып жіберіп, Бок Джудың назарын сәтті аударды. Бок Джудың осындай күйзеліске ұшырағанын көрген Чжун Хен оны дәмді нәрсе жеуге апарды. Ол оған қуырылған етті ақырын беріп, жұбата берді. Чжун Хеннің арқасында Бок Джудың көңіл күйі де жақсарды. Ол көп жей бастады. Тамақтанып болған соң, екеуі түнгі клубқа ойнауға кетті. Бок Джу демалуға мүмкіндік берді және түні бойы көңіл көтеріп, бірте-бірте есін жиды. Осы жауапсыз махаббаттың арқасында ол өзінің де қыз екенін және ер адамдар да оған тиісетінін түсінді. Чжун Хен оның басынан сипап, оны бақытты болуға көндіре берді. Ол тіпті келесі жолы бірге шығуға кездесу ұйымдастырды. Ба Чжу Чжун Хеннің бүгінгіден бұрынғыдан сәл өзгеше екенін сезді. Ол ақыры Чжун Хен мен оның ағасының бір-біріне ұқсайтынын мойындады. Бұл аз ғана болса да, Ба Чжудың әкесі Бок Чжудың салмағын жоғалтқанына ренжіді. Ағасы Бок Чжуға көмектесу үшін бірнеше сөз айтты. Бок Чжудың кішкентай кезінде арықтау үшін киінуі қалыпты жағдай. Әдетте Бок Чжу спорттық киім кигенді ұнататын.
Өйткені оның қолында жаттығудан каллус болған. Ол қызға мүлде ұқсамайтын. Ағай да оған жаны ашыды. Оның әкесі бұл принциптерді табиғи түрде түсінді. Өмір қиын болғандықтан ол Бок Джуды ең болмағанда алтын медаль жеңіп алғысы келді. Әйтпесе, Бок Джу да өзі сияқты өмірінің соңына дейін өкінетін еді. Ол мұны айтқанына қарамастан, Бок Джудың әкесі әлі де жұмсарып, Бок Джуды үйіне шақырды. Ол қызына ерін далабы сатып алды. Ақыры олар татуласты. Екінші жағынан, Чун Хон кенеттен Шихоның ауыр атлетика бөліміне кіріп бара жатқанын көргенін есіне алды. Ол Бок Джудың арықтататын дәптерін сол жерге қойған шығар деп ойлады. Джун Хен бірден Шихоны іздеуге шықты. Солай болды. Шихо бүгін кешке жарыс өткізді. Ол керемет өнер көрсетіп, жүлдені жеңіп алды. Ол мектепке оралғанда, оған Джун Хен қоңырау шалды. Шихо оған қуана жүгірді, бірақ оның бірнеше сұрақтарына жауап берді. Шихо дәптерін ауыр атлетика бөлімінде қалдырғанын мойындады. Өйткені ол Бок Джу мен Джун Хангтың тым жақын болғанын ұнатпады. Ол Бок Джу Джун Хенің көңілінен шығу үшін ғана арықтады деп ойлады. Шихо өзінің қызғанышынан және иелік сезімінен есінен танып бара жатты. Джун Хе қатты ашуланды. Шихоның әрекеті Бок Джуға тым көп зиян келтірді. Ол Шихоға Бок Джу екеуінің басқа қарым-қатынасы жоқ екенін айтты. Бок Джу басқа біреуді ұнататын. Бірақ Шихо Джун Хеннің Бок Джуға деген сезімін көрді. Жатақханаға оралғанда, ол кездейсоқ Бок Джудың Джун Хенмен телефонмен сөйлескенін естіді. Шихо телефонды алып, трубканы қойды. Шихо енді ашуын баса алмады. Шихо Бок Джудан өзіне ұнайтын адам болған кезде неге Джун Хенді әлі күнге дейін азғырып жүргенін сұрады. Бок Джу бұл сұраққа таңғалды. Содан кейін Шихоның өзі Шихоның дәптерін ашқан өзі екенін мойындады. Шихо мұны Бок Джуға ескерту үшін ғана жасады. Олар қатты ұрысып қалды. Бок Джу Шиходан кешірім сұрады. Шихо бас тартты. Бок Джу енді Шихоға мән бергісі келмеді. Сондықтан ол жастығын құшақтап, ең жақын досының бөлмесіне ұйықтауға кетті. Джун Хен Бок Джуды төбеге шақырды. Екеуі сөйлесу үшін қараусыз қалған төсекке отырды. Бок Джу Джун Хенге болашақта одан аулақ болуды бұйырды. Ол Джун Хеннің бұрынғы сүйіктісінің оны қайтадан жау ретінде көргенін қаламады. Джун Хен одан кешірім сұрады. Бок Джудың алаңдайтын нәрселері көп болды. Сондықтан оған бәрібір болды. Осы кезде бізге патрульдік полиция мұғалімі келді. Джун Хен мұғаліммен кездесуден аулақ болу үшін Бок Джуды асығыс құшақтап алды. Екеуі осылай құшақтады. Джун Хен Бок Джуды құшақтап, оның кетуіне жол бермеді. Ол жұлдыздарға бірге қарауды талап етті. Олар тығыз байланыста болды. Джун Хен Бок Джудың да онша жаман емес екенін сезді. Шихоға келетін болсақ, ол жарыста жүлдені жеңіп алғаннан кейін жаттықтырушының оған деген көзқарасы да айтарлықтай өзгерді. Шихо күлімсіреп жаттықтырушының қолынан сусын алды. Бірақ ол бұрылғанда оны қоқыс жәшігіне лақтырып жіберді. Шихо әпкесінен ата-анасының ажырасқалы жатқанын білді. Шихо бұл туралы сұрау үшін анасына барды. Ол отбасындағы қаржылық мәселелерге байланысты ата-анасы ажырасуға шешім қабылдағанын түсінді. Шихо ақша табу үшін мектепті тастағысы келді. Бірақ анасы бұған үзілді-кесілді қарсы болды. Шихоның анасы ұзақ уақыт бойы Шихоны өзінің өмірі деп санайды. Сондықтан Шихоның анасы Шихоның өзінше әрекет етуіне жол бере алмады. Шихо бір-екі сөйлеммен жауап берді, бірақ анасының бетінен шапалақпен ұрды. Ол бұрылып, ештеңе айтпастан кетіп қалды. Сонымен бірге Джун Хан психологиялық кеңес алды. Ол соңғы жылдары биологиялық анасын ешқашан іздемегенін айтты. Екінші жағынан, ол биологиялық анасының оны тастап кетуіне себеп болғанын сезді. Екінші жағынан, ол ата-анасының алдында өзін кінәлі сезінді. Бірақ дәрігер оған психологиялық мәселелерін толығымен шешу үшін шындықпен бетпе-бет келуге кеңес берді. Джун Хан өзінің психологиялық мәселелерімен айналысып жатқанда, Бок Джуда соңғы кездері қиындықтарға тап болды. Ол ұзақ уақыт бойы ауруханаға бармады. Сондықтан Чжи ол үшін қатты уайымдады. Бок Джу жақын арада шетелге оқуға кетемін деп өтірік айтты. Сондықтан ол енді ауруханаға бара алмайды. Телефонды қойғаннан кейін Бок Джу көз жасын тия алмады. Ол аяқталмаған алғашқы махаббаты үшін жылады. Тынышталғаннан кейін Бок Джу Джун Хенге телефон соқты. Джун Хен Бок Джудың көңіл күйі нашар екенін байқап, оны демалуға шақырды. Ол да оны киноға апаруға уәде берді. Ақырында Бок Джудың салмағын жоғалтқаны анықталды. Сондықтан бұл үшін Джун Хен де жауапты. Рождество жақындап қалды. Ал Джун Хеннің анасы уәде етілгендей карталар мен сыйлықтар жіберді. Джун Хен ештеңе айтпады, бірақ актерлік өнерде ата-анасымен бірге жұмыс істеді. Ол анасы сатып алған жаңа кроссовкаларды киіп алған. Бөлмесіне оралғанда Джун Хен көңілі түсіп, дәрігердің айтқанын есіне алды. Ол анасын іздеп барамын ба, жоқ па деп екіленді. Сол кезде оған телефон соғылды. Шихо кенет есінен танып қалды. Джун Хен оған қарай жүгірді. Шихо оянғаннан кейін Джун Хен оны үйіне алып кетті. Осы кезде Джун, ол Бок Джудың киноға барған күнін есіне алды. Ол кетіп бара жатқан еді. Кенеттен Шихо оны құшақтап алды. Джун Хен оны итеріп жіберіп, Бок Джуды іздеуге бұрылды. Фильм аяқталғаннан кейін Джун Хен әлі көрінбеді. Ол өзінің барлық ашуы мен ренішін актерлік өнерге төкті. Ол Джун Хенді сөзінде тұрмағаны үшін ұрсып тастады. Джун Хен кинотеатрға жақында ғана келді. Ол Бок Джудың оны өлуге бар деп ұрсып жатқанын естіді. Бок Джу қатты ашуланды. Оның салдары өте ауыр болды. Сондықтан Джун Хан оның соңынан еріп кешірім сұрай берді. Ақырында ол Бок Джуды тыныштандыру үшін, оған дәмді тағам беру үшін 1 тонна ақша жұмсады. Жатақханаға оралғаннан кейін Бок Джудың көңіл күйі жақсарып, Джун Хенмен қайтадан проблемалар туындай бастады. Шихо бұл көріністі көрді. Ол ашуланып, Джун Хенмен түскен барлық суреттерді өшіріп тастап, қатты жылай бастады. Джун Хеннің тәтесі бірнеше гарнир дайындап, Чжи-иден мектептегі әйел дәрігерге беруін өтінді. Ол сондай-ақ оған қызды үйіне ойнауға шақыруын айтты. Белгілі болғандай, Чжи-и мен әйел дәрігер жақсы достар болған. Өткен жолы Чжун Хеннің туған күніне арналған кешке әйел дәрігер де қатысқан. Әйел дәрігердің арқасында Чжиның ата-анасы өте риза болды. Чжи-идің анасы оларды біріктіргісі келді. Чжи-и анасының арам ниеті бар екенін түсінді, бірақ ол бұл туралы ештеңе істей алмады. Джун
Ол Чеге бірдеңе беру үшін ауруханаға барды. Бірақ хатшының Ченің әйел дәрігерді табу үшін мектепке барғанын айтқанын естіді. Джун, ол жай ғана Бок Джудың мектеп ауруханасына бара жатқанын көргенін ойлады. Ал егер бұл екеуі кездесіп қалса ше, сонда Бок Джудың өтірігі әшкере болар еді. Ол бірден ыңғайсызданып қалды. Ол асығыс мектепке қайта жүгірді де бөлмелесіне Бок Джуды тауып беруін айтты. Оның бөлмелесі ауруханаға жүгірді. Бок Джу бұл хабарды естіп қашып кетпекші болды, бірақ тым кеш болды. Ол Джун Хеннің бөлмелесімен бірге асығыс ішке тығылды. Содан кейін Джун Хен де ағасы мен әйел дәрігерді алып кетуге асығыс жүгірді. Қауіп олар кеткеннен кейін ғана жойылды. Бок Джу жеңіл демалды. Қайтар жолда Бок Джу кездейсоқ Че Имен кездесті. Ол телефонын алуға қайтып келді. Олар қайтадан тар жолда кездесті. Че И ауыр атлет кейпіндегі Бок Джуды көрді. Джун Хан Бок Джуға жатып, оны жауып тастауға көмектесу үшін оған қарай жүгірді. Бірақ Бок Джу осылай жалғастырғысы келмеді. Ол Че Иге шын мәнінде ауыр атлетикамен айналысқанын мойындады. Виолончельде, шетелде оқуда өтірік болды. Бок Джу ақыры бәрін мойындады. Бірақ ол мүлдем бақытты бола алмады. Ол тек қайғы мен ашуды күшке айналдыра алды. Ол жаттығу кезінде өзінің барлық эмоцияларын білдірді. Джун Хен Бок Джуға ағасымен өзін түсіндіруге көмектесті. Бок Джу салмағын жоғалтқысы келді. Өйткені ол біреуді жақсы көрді. Бірақ оның ауыр атлетика командасының мүшесі екенін білсе, басқа адам оны қабылдамайды деп қорықты. Сондықтан ол өзінің жеке басын жасырды. Бірақ Джун Хан Бок Джуды ұнататын адамның Че И екенін айтқан жоқ. Джунның түсіндірмесінен кейін оны бөлмелесі матчқа қатысу үшін сүйреп апарды. Барлық қыздар Джунның тартымды келбетіне қызығушылық танытты. Бірақ Джун Хеннің ойында тек Бок Джу ғана болды. Дәл осы сәтте Бок Джу оны қарсы алуға шақырды. Бок Джу өкінді. Егер ол мұның болатынын білсе, ол мүлде өтірік айтпауы керек еді. Оның депрессияға түскенін көрген Джун Хен оны демалу үшін ойын бөлмесіне апарды. Бок Джу жынды сияқты ойын ойнап жүрген Джун Хен есінен танып шетте отырды. Содан кейін екеуі бірге соджу ішуге кетті. Бок Джудың көңіл күйі нашар болғандықтан ол кеседен кейін кесе ішіп отырды. Біраз уақыттан кейін ол мас болып бос сөз айта бастады. Ол бәріне Джун Хен кінәлі екенін айтты. Егер Джун Хен Ченің інісі болмаса, көп нәрсе болмас еді. Сондықтан Джун Хен бұл жағдай үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға мәжбүр болды. Бок Джу сөзін аяқтай салысымен есінен танып қалды. Бұл Джун Хенді қатты бақытсыз етті. Ол бар күшін Бок Джуды иығына көтеріп үйіне апару үшін жұмсады. Ол тіпті Бок Джуды тасымалдау үшін сауда арбасын пайдаланды. Үйге оралғаннан кейін Бок Джу Джун Хен ол үшін жауапкершілікті өз мойнына алу керек екенін қайталай берді. Сондықтан Бок Джудың әкесі мен ағасы Джун Хеннен жауап алды. Джун Хен бірнеше рет Бок Джу екеуі жай ғана сыныптас болғанын және одан жауапкершілікті талап ететін ештеңе болмағанын айтты. Бок Джудың әкесі Джун Хеннің Бок Джуды сынап жатқанын түсініп, оған сөгіспен айқайлады. Джун Хенді көптен бері отбасының мүшесі деп санайтын ағасы оны жиені деп атай берді. Содан кейін ағасы Джун Хенге такси шақыру үшін ақша беріп, Джун Хенді дүкенге тоқтап, бірге ішуге шақырды. Келесі күні Бок Джу есін жиып, кездейсоқ Че И мен әйел дәрігерді кездестірді. Че жаңа ғана әйел дәрігерге Бок Джудың салмағын жоғалтқанын айтты. Екеуі әлі де Бок Джуды ұнататын жігіт Джун Хен болды ма деп ойлады. Әйел дәрігер Бок Джуға оның тілегін орындауға көмектескісі келді. Сондықтан ол Бок Джуды онымен кешкі асқа шақырды. Ол тіпті Джун Хенге телефон соқты. Әйел дәрігер Че Иге өте жақын болды. Олар бірге болған кезде олар өте сүйкімді болып көрінді. Бұл көріністі көрген Бок Джу одан сайын күйзеліске түсті. Сонымен қатар әйел дәрігер Бок Джуды Джун Хенмен жұптастыруды жалғастырды. Ол Джун Хен мен Бок Джудың бірге жақсы көрінетінін айтты. Кешкі астан кейін Джун Хен Бок Джуды жағажайға демалуға апарды. Екеуі де жағажайда ойнап көңілді болды. Олар ойнаудан шаршаған соң құмға жатты. Бок Джу егер ол мұны қайталай алса, бәрібір жатар едім деді. Ол қыз кезінде ауыр атлетикамен айналысқанын мақтан тұтса да, ол әлі де өзіне ұнайтын адамның гір көтерген кезде оның сіңген тамырларын көргенін қаламады. Оның қатал келбеті мен қызыл беті бар. Бок Джу күрсінуге қарсы тұра алмады. Оның өзінде Джун Хеннен ешқандай құпия болған жоқ. Әділдік үшін Джун Хеде Бок Джуға жүрегінде жасырылған құпияларды айтқысы келді. Бірінші құпия, олар бастауыш сыныпта оқып жүргенде Бок Джудың үстелінде үнемі компьютер болатын. Джон, ол оларды жасырын түрде сол жерге қоятын. Ол мұны Бок Джудың өмірін сақтап қалғаны үшін қайтару үшін жасады. Оның үстіне Джун Хен әрқашан сергек, көңілді және танымал Бок Джуды ұнататын. Екінші құпия, Джун Хон қазіргі ата-анасының биологиялық ұлы емес. Дже оның немере ағасы. Анасы оны тастап Канадаға ұшып кетті. Джун Хен бұл әдісті Бок Джуды жұбату үшін қолданды. Өмірде әрқашан азап пен сыр бар. Уақыт бәрін емдейді. Джун Хеннен жұбаныш сөздерін естіген Бок Джудың көңіл күйі бірден жақсарды. Бок Джудың жарыс күні өте тез келді. Че Бок Джудың жарысқа қатысып жатқанын естіген соң, Бок Джудың жарысып жатқанын көру үшін бір шоқ гүл алып келді. Бок Джу Че Идің пайда болуына қатты қобалжыды, бірақ ол әлі де қысымды жеңіп, жарысты сәтті аяқтады. Че И оны қол шапалақтаған көрермендердің қатарында болды. Бок Джу сахнадан кетіп бара жатқанда, ол көз жасын тия алмады. Өйткені ол бәрінен бұрын өзіне ұнайтын адам оны гір көтеру кезінде көреді деп қорықты. Бірақ соңында оны байқады. Джун Хон Бок Джудың жаттығу залында жасырынып, көз жасын жасырын сүртіп жатқанын көрді. Осы кезде Че И оны құттықтауға келді. Джун Хон ағасын тез шетке тартып алды. Джун Хен Че Иге Бок Джуға ұнайтын адамның Че И екенін айтты. Бок Джу Че Идің оның гір көтергенін көргенін ұнатпады. Енді Бок Джу қатты қиналды. Джун Хен Бок Джуға жаны ашыды, сондықтан ол қатты
ашуланды. Бұл жолы Бок Джу мен оның үлкен ұлы Пак екеуі де күткендей алтын медаль жеңіп алды. Ауыр атлетика командасы өте жақсы өнер көрсетті және осылайша демеушілік көмек алды. Демеуші Бок Джумен де келісімшартқа отырғысы келді. Бок Джу туралы тіпті жаңалықтарда да айтылды. Бірақ Бок Джу бақытты бола алмады. Ол үнемі депрессияға ұшыраған. Екінші жағынан, Джей Бок Джумен кездескеннен бері ол үшін жасаған барлық істерін есіне алды. Ол байқаусызда оған көп көңіл бөлгендей болды. Мүмкін, дәл осы назардың арқасында ол оны дұрыс түсінбеді. Джей өзін өте кінәлі сезінді. Сондықтан ол Бок Джудан кешірім сұрау үшін кездесуге шақырды. Бок Джу өзін мықты етіп көрсетіп, Джейге оны елемеуді бұйырды. Оның сезімдері тез келіп, тез кетіп бара жатқандықтан көп ұзамай бәрі жақсы болады. Бок Джу Джейдің кешірім сұрауынан одан бетер абдырап қалды. Ол мұны Джун Хеннің айтқан болуы керек екенін білді. Ол Джун Хеннен неге бұл туралы айтқанын сұрады. Мұны жалғыз қалдыруға болатын еді. Сонымен қатар, бір жақты махаббаттың сәтсіздігі де өте қорлайтын нәрсе болды. Бірақ Джей кешірім сұрауға келді. Бұл Бок Джуды ұятқа қалдырды. Осыған байланысты олардың алғашқы үлкен жанжалы болды. Содан кейін Джун Хен ағасын көруге кетті. Ол келе салысымен бірден іске кірісті. Джун Хен кейде Джейдің сыпайылығы мен қамқорлығы басқаларға зиян тигізуі мүмкін екенін айтты. Джун Хен кішкентай кезіндегідей Джей әрқашан Джун Хенге сөзсіз шыдайтын және ешқашан ашуланбайтын. Бірақ Джун Хеннің пікірінше, бұл нақты шекараны белгілеуге қарама-қайшы болды. Әрқашан Джун Хенге оның Джейнің нағыз ағасы емес екенін есіңе түсір. Сонда ғана Джун Хеннің ойын түсінді. Джей үйге келгенде екі ағайынды бірге өскен жерді көріп, эмоцияға беріліп кетті. Келесі күні Джун Хеннің дәріханасын жөндеу керек болды. Сондықтан екі ағайынды көмекке кетті. Атмосфера сәл ыңғайсыз болды. Бірақ олар ақырында татуласу мүмкіндігін пайдаланды. Екеуі ашық сөйлесіп, бір-бірінен кешірім сұрады. Джун Хенге ашулануды үйрене бастайтынын айтты. Ол сондай-ақ Бок Джу Джун Хеннің өте жақын досы болуы керек екенін айтты. Сондықтан Джун Хен Бок Джуға қатты көңіл бөлді. Джун Хен тіпті ол үшін оған ашуланды. Егер Джун Хен оны ұнатпаса, Джун Хені Джей әшкереледі. Сондықтан ол бірден кетуге сылтау тапты. Екінші жағынан, ол жаттығу жасап жатқанда, ол жақсы орындай алмайтын қимыл болды. Оның үстіне оның ата-анасы ажырасып, үйі сатылып кеткен. Сондықтан оның көңіл күйі төмен болды. Ол гимнаст ретіндегі мансабы болмаса, отбасы қазіргідей болмас еді деп іштей ойлады. Шихо үшін бәрі жақсы болған жоқ. Ол кездейсоқ достарымен қыдырып жүрген үлкен ұлы Джун Хенді кездестірді. Шихо мектептен алыс болғысы келді. Сондықтан ол бастама көтеріп, оны өзімен бірге серуендеуге шақырды. Содан бері Шихо мен оның жоғары сынып оқушысы кездесе бастады. Шихо қанша ақымақ болса да, оның жоғары сынып оқушысы әрқашан оған көнетін. Өйткені оның жоғары сынып оқушысы Шиходы мектепке алғаш келгеннен бері жақсы көреді. Үлкен әпкесінің қамқор, ілтипатты мінез-құлқын көрген Шихоның жүрегі елжіреп қалды. Үнемі өзіне ұнамайтын Джун Хенге жабысудың орнына ол өзіне ұнайтын, сүйенетін адамды табуы керек еді. Сон еңға келетін болсақ, үлкен Пак түні бойы үйге келмеді. Әйелі оны табу үшін мектепке барды. Үлкен Пактың жүргізушімен жанжалдасып қалғаны белгілі болды. Ол төбелеспен және полиция бөлімшесіне барумен аяқталды. Сонда ғана ұлы Пактың үлкені үйленгенін және оның баласы бар екенін білді. Оның өміріндегі қиыншылықтарды білгеннен кейін Сынвон бастама көтеріп, оған өтемақы ретінде қарызға ақша беруді ұсынды. Сынвонның өмірі өте бай болған жоқ. Ол топтың операциялық шығындарының бір бөлігін саябаққа қарызға берді және оны кейінірек қайтармақ болды. Бірақ көп ұзамай штаб Семеннің операциялық шығындарды жымқырғанын анықтады. Семен мұны тез мойындады, бірақ нақты себебін айтудан бас тартты. Ол мұның жеке себептермен жасалғанын ғана айтты. Пак кездейсоқ Санк-Чолдың біреумен Семеннің мемлекеттік қаражатты жымқырғаны туралы сөйлескенін естіді, ал ақша сомасы Сомонның оған берген өтемақысына сәйкес келеді. Ол бәрін бірден түсінді. Ол жағдайды түсіндіру үшін штабқа барғысы келді. Бірақ оны Салмон тоқтатты. Оның ақшаны алғаны рас. Егер ол жағдайды түсіндірсе де, ештеңе өзгермес еді. Саябақ тек шарасыз демала алды. Ақыры Салмон жұмыстан шығарылды. Басынан аяғына дейін ол шындықты айтпады және мұның бәріне жалғыз шыдады. Парк қатты қайғырды. Сондықтан ол Сем Чулға барып, бар шындықты айтты. Сем Чул қиын жағдайға тап болды. Егер ол бұл туралы штаб пәтерде айтса, Пак жазаланатын еді. Бірақ егер ол оларға айтпаған болса, ұлы кетуі керек еді. Сем Чул не істерін білмеді. Ол оны тыныштандыру үшін Бак Чудың әкесіне барды. Мұны естіген ағай ұлына таңдана қарады. Қандай әділ әйел. Ұлы заттарын жинап кетпекші болды. Барлық студенттер оны шығарып салу үшін сыртта күтіп тұрды. Бок Чужу жылап оны ұстап алды. Ұлы да қатты ренжіді. Бірақ оның бұрылып кетіп қалуы ғана қалды. Келесі күні Бок Джудың демеушімен кездесуі жоспарланған болатын. Бірақ ол кенеттен жоғалып кетті. Джун Хен бұдан былай Бок Джумен араласпайтынын айтты. Бірақ оның жоғалып кеткенін естіген соң, ол шыдай алмай, оны іздеуге шықты. Таңертеңнен кешке дейін ол ақыры Бок Джуды тапты. Джун Хен келе салысымен, ол неге үнемі басқаларды мазасыздандырып, депрессияға түсіретінін сұрады. Ол сөйлеп тұрғанда Бок Джудың көзі қызарып кетті. Ол Джун Хеннен не істеу керектігін сұрады. Джун Хен ештеңе демеді. Ол оны жүрегі жараланып құшақтады. Түннің бір уағында Бок Джу есінен танып, үйіне оралды да әкесіне гір көтергісі келмейтінін мойындады. Бұрын оған қаншалықты қиын болса да, ол ешқашан бас тартуды ойлаған емес. Бірақ жақында өмірінде бірінші рет ол ауыр атлетикадан жиіркенетін болды. Оның әкесі бұл туралы Санк-Чолмен сөйлесті. Жаттықтырушы Бок Джудың шаршау кезеңіне жеткенін сезді. Сондықтан ол Бок Джуға демалуға біраз уақыт берді. Бірнеше күн ойланғаннан кейін Бок Джудың әкесі ақыры Бок Джу өзін жайлы сезінуі үшін
оны жіберуге шешім қабылдады. Ол енді оның өміріне араласпады. Қандай жағдай болмасын. Ауыр атлетика өте маңызды болса да, мұның бәрі Бок Чжудың шешімі болды. Егер ол жаттығуды қаламаса, онда ол енді өзін мәжбүрлемеуі керек. Екінші жағынан, Джун Хен неге Бок Чжуға деген оғаш сезімдері бар екенін ойлады. Ол екеуінің арасында не болғанын есіне алды. Джун Хен ақыры оның сезімін түсінді. Ол Бок Чжуға ғашық болды. Бок Чжу достарымен қоштасып, біраз уақыт демалуға дайындалды. Джун, ол оны бір жерге демалуға шақырды. Ол Бок Чжуға үлкен қолдау мен қамқорлық көрсетті. Джун, ол Бок Чжуға алысқа қашпауды және оның қолы жетпейтін жерде қалуды бұйырды. Ол онымен жиі араласып, тезірек сауығып кетуі керек еді. Бок Чжу тілектер тізімін жасап, олардың әрқайсысын демалыс кезінде орындауға дайындалды. Бок Чжу фортепианода ойнауды үйренгісі келді. Оқу ақысын төлеу үшін, Бок Чжу қоймаға тауар жеткізу үшін толық емес жұмыс күнін алды. Джун Хеннен Бок Чжудың басынан өткен жағдайды сұрады. Джун Хен ағасының қамқорлығына аздап наразы болды. Джун Хен қажетсіз қиындықтардан аулақ болу үшін ағасы болашақта Бок Чжуға бұдан былай қарамайды деп үміттенді. Джун Хен Бок Чжу туралы айтқан кезде оның көзі жанып кетті. Джун Хенге Бок Чжуды ұнататынын бір қарағанда түсінді. Джун Хен иманы жоққа шығармады. Оған да сену қиынға соқты. Өйткені Бок Чжу оның түріне мүлде ұқсамайтын. Бірақ махаббаттың себебі жоқ. Джун Хен әрқашан Бок Чжудың қасында болуға және онымен бірге өмірдегі барлық қиындықтарды жеңуге дайын болды. Түнде Джун Хен Бок Чжуды сағынып қалды. Сондықтан оны табу үшін қоймаға барды. Ол кездейсоқ Бок Чжудың күліп, ер әріптесімен сөйлесіп тұрғанын көрді. Бок Чжу тіпті ер әріптесін оппа деп атады. Джун Хен ашуланып, қатты айқайлап, оларды тез арада бір-бірінен алшақтатып жіберді. Ол Бок Чжуға айналасындағы барлық жігіттерден сақ болуын айтты. Бұл адамға бір көргеннен сенуге болмайды. Бок Чжу оның көңілінен шығуға келісті. Содан кейін ол өзінің арманы туралы айтты. Ол толық емес жұмыс күнінен тапқан ақшасын фортепианода ойнауды үйренуге жұмсағысы келді. Ол сол кезде Джун Хангтың үйлену тойында фортепианода ойнап жүрген. Джун Ханг бұл туралы анық айтты. Ол қасында тұрған адам Бок Чжу деп үміттенген. Бірақ Бок Чжу бұл сөйлемнің мағынасын түсінбеді. Бок Чжумен қоштасқаннан кейін Джун Ханг мектепке қайта оралды. Ол жақында адамдар мектепте елестер туралы қауесет тарата бастағанын білді. 10 жыл бұрын бір оқушыдан допинг қолданғаны үшін медаль алынғаны айтылған. Осыдан кейін қыздың өзі бұл дүниеден кетті. Бәлкім, бұл кетпеген студенттің елесі шығар. Өйткені ауыр атлетика мұғалімдерінің бірі түнде дәретханаға кіріп, жалаң аяқ елесті көрген. Бұл барлығын бірден шошытты. Жақында Джун Ханг Бок Чжуды іздеп жүрді. Адамдар бұл екеуінің кездесіп жүргенін дұрыс түсінбеді. Бір күні Джун Ханг тағы да Бок Чжуды көруге кетті. Ол тіпті оның жұмысына көмектесу үшін қоймаға барды. Бок Чжу Джун Хангқа бірінші баруын айтты. Ол қажетсіз түсініспеушіліктер тудырғысы келмеді. Джун Хон Бок Чжуға қарап, олардың бір-бірін дұрыс түсінгендерін айтты. Ол оған өте жақын дос болды. Бірақ Бок Чжу ештеңе түсінбеді. Ол Джун Ханг оны тікелей сүйіп, сезімін білдіреді деп күткен жоқ. Бок Чжу мұны не үшін жасағанын түсінбеді. Мұны нақты түсіндіру мүмкін болмады. Сондықтан Джун Хен де түсіндіре алмады. Біреуге ұнау үшін ешқандай себеп қажет емес. Оның үстіне, егер сіз бұл туралы мұқият ойласаңыз, Джун Хен Бок Чжуды өте жас кезінен бері жақсы көреді. Сондықтан Бок Чжу оның алғашқы махаббаты болды. Бок Чжу сонымен қатар Джун Хеннің өте сымбатты және сенуге тұрарлық екенін мойындады. Бірақ ол ешқашан Джун Хенді қарсы жыныстағы адам ретінде көрмеген. Ол оны тек дос ретінде көрді. Джун Хен бүгіннен бастап бір ай бойы кездесуге тырысуды ұсынды. Оның жақсы жігіт пе, жоқ па, соны білу үшін біраз тәжірибе жасаңыз. Егер олай болмаса, оның бас тартуына әлі де кеш емес еді. Ол сөйлеп болған соң, оның бас тартуын күтпеді. Бірақ бұрылып, бір қабаттан шығып кетті. Джун Хен Ба Чжуды үйіне алып кетті. Екеуі де, біреуі алдында, екіншісі артында өте ыңғайсыз сезінді. Ба Чжудың ең жақын досы қоңырау шалып, тезірек оралуын өтінді. Ол кетуге мүмкіндік алды, бірақ кездейсоқ әмиянын тастап кетті. Джун Хен оны абайсызда көтеріп алды. Джун Хен ішінен Ба Чжудың тілектер тізімін тауып алды. Оның соңғы тілегі жігіт табу болды. Сусынды 2 сабанмен ішіңіз. Қолыңды жігітіңнің қалтасына салып, бірге жүр. Джун Хен бұл маңызды ақпаратты алғанына қатты қуанды. Бок Чжуды жатақханаға қайта шақырды. Нан Хи дәлізде ақ киімді әйелді жаңа ғана көргені белгілі болды. Нан Хидің қорыққаны сонша, ол айқайлай берді. Бок Чжу шетте тұрды. Оған бәрібір болды. Бок Чжудың ойы Джун Хенді сүйіп алумен айналысты. Бок Чжудың ұялғаны сонша, беті қызарып кетті. Сол түні Бок Чжу су алуға шыққанда, ол да бір түрлі дыбысты естіді. Ол тоңазытқыштың алдында отырып, еле сияқты тамақтанып отырған ақ киімді, ұзын шашты әйелді көрді. Әйел артына бұрылды. Бұл Шихо еді. Келесі күні Бок Чжу Шиходан кеше болған оқиғаны есіңде ме деп сұрады. Шихо оның шын мәнінде ұйықтап жатқанда көп тамақтанатын жаман әдеті бар екенін, бірақ елестің оған еш қатысы жоқ екенін түсіндірді. Шихо сырттай сабырлы болуға тырысты, бірақ іштей қатты қорықты. Ол ұйықтататын таблеткалардың жанама әсерлерін тез зерттеді. Ұйықтататын таблеткалар есте сақтау қабілетінің жоғалуына және тіпті ұйқыда серуендеуге әкеледі. Мектепте ерекше күн болды. Сондықтан Джун Ханг Бок Чжуды табу үшін қуырылған тауық мейрамханасына барды. Ол онымен ойын-сауық саябағында оңаша кездескісі келді. Бұл да тізімдегі Бок Чжудың тілектерінің бірі болды. Күтпеген жерден Бок Чжу өзінің ең жақын досына әдейі телефон соқты. Бок Чжудың ең жақын досы Джун Хеннің бөлмелесімен кездесуге келісті. Мұның бәрі 5 адамнан тұратын топ үшін көңілді кездесумен аяқталды. Біраз ойланғаннан кейін Джун Хен ақыры Бок Чжумен жалғыз қалуға және онымен қалағанын істеуге мүмкіндік тапты. Джун Хен Бок Чжу өз тізімінде жазғандай істеді. Олар бір сусынды ішу үшін 2 сабанды пайдаланды. Олар бір-біріне жақындағанда Бок Чжу эмоцияға беріліп кетті. Оның беттері қызарып кетті. Кейінірек Джун Хен от шашуды тамашалап отырғанда, ол әдейі Бок Чжудың қолынан ұстап, қалтасына салды. Бұл да Бок Чжудың тілегі еді. Бок Чжу оны қайта-қайта итеріп жібергеніне қарамастан, оның жүрегі еріксіз оған жақындай бастады. Джун
Хеннің шынайы көздеріне қарап, Бок Джу бір сәт абдырап қалды. Демалыс ақыры аяқталды. Оның ең жақын досы Сонг Хок командаға қайта оралмады. Оның отбасы оның келуіне рұқсат бермеген айтылды. Бок Джу Сонгты іздеуге кетті. Кетер алдында Бок Джу әкесінің бүгін диализден өту керек екенін есіне алды. Ол әкесіне ауруханаға уақытында келуін айтты. Содан кейін Бок Джу Сонгке қонақ үйіне барды. Ол айна алдында гір көтеріп жүрген. Оның отбасының қаржылық жағдайы жақсы болмады. Сондықтан ата-анасы қандай жағдай болмасын, ол елдің атынан спортшы бола алмайтынын шешті. Олар енді оның оқуына ақша жұмсағысы келмеді. Сондықтан олар оған оқуын тастап, отбасына көмектесу үшін қайтып оралуын айтты. Шырын әрқашан жан жақты таңдандыратын. Бок Джу ауыр атлетикада талантты болды, және оның отбасы оны қолдады. Ештеңесі жоқ, соктан айырмашылығы. Сок ауыр атлетиканы жақсы көрді. Өйткені бұл ауыр жұмыс нәтиже беретін спорт түрі болды. Ол орта мектепте марапатты жеңіп алған кезде, бұл оның үздіксіз жаттығуларының нәтижесі болды. Ол бұл салада таланты жоқ екенін жақсы білетін. Ол осы мақсатқа жету үшін өзінің үздіксіз күш-жігеріне ғана сене алатын. Бок Джу оны жұбатқалы жатқанда, анасы Сонгты жұмысқа шақырды. Сонымен бірге оның әкесі диализ процедурасын енді ғана аяқтады. Ол енді кетейін деп жатқанда, кенет мұрнынан қан кетіп, есінен танып қалды. Бок Джу Сонгтың үйінен қайтып келе жатқан еді. Чжун Хен гүлдерді арнайы сатып алып, оны қарсы алу үшін вокзалға барды. Бок Джу жаңа ғана вокзалдан шығып бара жатқанда, оған әкесінің апатқа ұшырағаны туралы хабар келді. Ол не істерін білмей жүгіріп жылап отырды. Чжун Ханг оны асығыс ауруханаға алып кетті. Екінші жағынан, Чи И мен әйел дәрігер түлектердің кездесуіне қатысты. Сыныптастары оларды мазақ етіп, үйленуге кеңес берді. Әйел дәрігер Чи Иден әдейі үйлену керек пе деп сұрады. Бірақ Чи И жауап беруден жалтарып кетті. Бұл жолы Джейдің алғашқы махаббаты да келді. Енді Джейдің алғашқы махаббатының қасында табысты адам болды. Ол Джейге қатты ашуланды. Өткенді үнемі еске алды. Сонымен қатар Джейдің алғашқы махаббатын құрметтемеді. Джей ашуын баса алмай, жігітті ұруға кетті. Содан кейін дәрігер әйел Джейден алғашқы махаббатын ұмыттыңыз ба деп сұрады. Әйтпесе, Чи И сияқты жақсы адам мұндай ойланбаған әрекетке бармас еді. Бұл жолы дәрігер әйел енді эмоциясын жасырмады. Ол ақыры Чи Иден оны қашан көретінін сұрауға батылдық танытты. Бұл күтпеген мойындау Чи Иді абдырап қалды. Ол бұл аспект туралы ешқашан ойламаған. Әйел дәрігер оған 10 жыл бойы оның жанында болғанын және бұл тек достыққа негізделген нәрсе емес екенін айтты. Чи Идің ойын растағаннан кейін әйел дәрігер асықпай кетіп қалды. Ол өткен 10 жылдық махаббатпен қоштасатын кез келгенін түсінді. Бок Джу әкесінің заттарын жинау үшін үйіне оралғанда, әкесінің көптеген сақтандыру полистерін сатып алғанын көрді. Бенефициарлар оның тәтесі мен ағасы болды. Бок Джу көз жасын тыя алмады. Ол әкесіне телефон соғып, осы уақыт бойы надан болғаны үшін кешірім сұрады. Оның әкесі де оған дұрыс емес әрекет жасағанын сезді. Бұл телефон қоңырауы әкесі мен қызы арасындағы барлық жанжалдарды шешті. Келесі күні Бок Джу бастама көтеріп, командаға қайта оралды. Ол тартынуды қойып, жаттығуға қайта оралуға дайын болды. Санг Чол мен Бок Джудың әкесі бұл жаңалықты естігенде қатты жеңілдеп қалды. Оның әкесі тексеруден өтіп, оның денесі жақсы екенін анықтады. Бірақ оған шұғыл түрде бүйрек трансплантациясын жасау керек болды. Сонымен бірге Шихо дәрігердің кеңесі бойынша ұйықтататын дәрі қабылдауды тоқтатуға мәжбүр болды. Бұл оның психикалық жағдайының нашарлауына әкелді. Ол жаттығу кезінде көптеген қажетсіз қателіктер жіберді. Жаттықтырушы оған жарысқа қатысуға рұқсат бермеу мәселесін қайта қарауға мәжбүр болды. Ол жарысқа қатысқысы келгендіктен Шихо ұйықтататын дәрі қабылдады. Бок Джу Чжун Хенді дуэльге шақырды. Жақында Бок Джу білмей Чжун Хен туралы ойлады. Жаттығу тобына оралғаннан кейін оның ойындағы бірінші адам Чжун Хен болды. Бок Джу оның да оны жақсы көретінін түсінді. Ол өзінің шешімі туралы Чжун Хенге тезірек хабарлағысы келді. Ол Чжун Хеннің сынақ мерзімінен өткенін айтты. Содан кейін ол Чжун Хенге оны ұнататынын мойындады. Олар қуаныштарын жасыра алмай бір-біріне қарады. Олар қалың қарда ақырын, бірақ сенімді түрде сүйісіп жатты. Екеуі ақыры жігіт пен қыз болып кездесе бастады. Чжун Хен абай болды. Бок Джудың Чимен кездесу үшін сатып алған шаш қыстырғышын әлі де киіп жүргенін көрген Чжун Хен Бок Джуды жаңасын сатып алуға көндірді. Шихо бір күн бұрын ұйықтататын дәрі ішкен, сондықтан келесі күні ол летаргиялық оянды. Ол өзін нашар сезініп, есінен танып қалды. Бок Джу жатын бөлмеге қайта кіріп, Шихоның есінен танып қалғанын көрді. Ұйықтататын таблеткаларды көрген Бок Джу оны ауруханаға апарды. Бақытымызға орай, Шихо көп қабылдаған жоқ. Дәрігер оның бұл дүниеден кетуге және қандай да бір ақымақтық жасауға бейімділігі жоқ екенін анықтады. Бірақ бұл оқиға бәрібір бүкіл мектепке тарады. Чжун Хен бұл туралы да білді. Шихоның телефонынан қабылданбаған қоңырауларды көргеннен кейін ол Бок Джу екеуі Чжунмен кездесіп жүрген кез екенін түсініп, өзін өте кінәлі сезінді. Ол ауруханаға Шихоға қонаққа барды. Осы оқиғадан кейін Бок Джу Шихоға барғанда Шихо жеңілдеп қалды. Чжун Хеннің әрқашан Шихоның қасында екенін және оған жақсы күтім жасайтынын көріп, Бок Джу өзін аздап бақытсыз сезінбей тұра алмады. Чжун Хен оның біртүрлі әрекет етіп жатқанын байқап, себебін сұрауға кетті. Бок Джу шындықты айтудан бас тартты. Бұл Чжун Хенді қатты ренжітті. Ол Бок Джуды жол бойындағы мейрамханада тамақтануға апарды. Олар тамақтанып үлгермей жатып, Чжун Хенге Шихо телефон соқты. Ол телефонға жауап беру үшін тез шетке шығып кетті. Бок Джу ашуланып тым көп жеді. Чжун Хен әңгімені аяқтаған соң, Бок Джу ашуланып кетіп қалды. Ол жол бойы Чжун Хенді білмегені үшін ұрыса берді. Сем Чол Симонның жұмысқа қайта оралуына көмектесу үшін таныстарынан көмек сұрап, әр жерге барды. Бірақ ол арманның аударылғанын естіді. Ашуланған ол ереуілге шығып, жұмысын тастады. Сем Чол ереуілге шыққаннан кейін ауыр атлетика бөлімінде үнемі өсек аяң тарады. Ақырында ақсақалпақ орнынан тұрып,
барлығына мұның бәрі оның кесірінен болғанын айтты. Шындықты біле тұра, бәрі ақсақалпақты кінәламады. Бірақ мәселенің шешімін белсенді түрде ойластырды. Барлығы штабтың жұмысын қиындату үшін аштық жариялауды ұйғарды. Бірақ ауыр атлетика үшін аштық жариялау оңай емес. Асханадан үнемі тағамның иісі шығып тұратын. Барлығының байсалдылығын сынай отырып, әркім барлық қиындықтарды жеңіп, азғыруларға төтеп берді. Сон Окта жақында болған оқиғаны естігенде командаға қайта оралды. Ол жақын достарын құшақтап, қатты жылай бастады. Әйел дәрігер мойындағаннан кейін Ч ұзақ ойланды. Ақырында ол оған қателескенін түсінді. Ол кешірім сұрау үшін әйел дәрігерге барды. Соңғы 10 жылда ол әрқашан оның жанында болуға дағдыланған. Ол бәрін кәдімгідей қабылдады. Дж кездескісі келетінін айтты, бірақ бұл әйел дәрігерді ыңғайсыз сезінді. Махаббат құрбандыққа шалынатын нәрсе емес. Оған Дженің махаббаты керек емес еді. Кешке Чжун Хе серуендеп келе жатқанда Бок Джудың наразылық білдіріп жатқанын көрді. Сыртта суық болды. Ол оған алаңдап кетті. Бірақ Бок Джу ашуланды. Ол Джонға ол үшін уайымдамауын айтты. Джун Хен қазірдің өзінде алаңдайтын нәрсе болды. Джон, ол Бок Джудың неге ашуланғанын түсінбеді. Ол оның мысқыл сөздеріне ренжіді. Ашуланғанына қарамастан, Джун Хен Бок Джу үшін әлі де уайымдады. Сыртта қар жауып жатқанын естіген Джун Хен оның тоңып қалғанына алаңдай бастады. Сондықтан ол оған жылыту жастықшасын киюге көмектесуге барды. Ол оған пальто мен шарфты да кигізді. Осының бәрін істеп болған соң, ол ештеңе айтпастан кетіп қалды. Оның командаластары Бок Джудан бұл кім екенін сұрады. Бок Джу оның жай ғана дос екенін айтты. Наразылық екінші күні де жалғасты. Барлығы шыдамын жоғалтуға дайын болды. Кейбір адамдар есінен танып қалды. Сол кезде біреуге ауыр атлетика бөлімінің жаңа жаттықтырушысы басшылармен байланысының арқасында жеткен адам болды деген қауесет тарады. Мен бұрын ешқашан ауыр атлетикамен айналысқан емеспін. Мұны бәрі естіген соң, олар одан бетер ашуланды. Ресми жаттықтырушы лауазымына қайта оралу үшін күрес ресми түрде шарықтау шегіне жетті. Олар мектептегі сыбайлас жемқорлықпен де күрескен. Барлығы гонгтар мен барабандарды ұрып, мектепте наразылық білдіре бастады. Көп ұзамай наразылық акциясы сәтті өтті. Мектеп басшылығы бас тартты және Се-ні қалпына келтіруге келісті. Сенің қалпына келуін және Шырынның командаға оралуын тойлау үшін барлығы Бак Джу Эсфрайт Чикан мейрамханасына жиналды. Оқиға аяқталғаннан кейін Бок Джу мен Чжун Хен ақыры кездесті. Чжун Хен одан неге ашуланғанын сұрады. Бастапқыда Бок Джу бұл туралы айтқысы келмеді. Өйткені бұл оның ашуын тудыруы мүмкін еді. Бірақ ол әлі де көмектесе алмады. Ол Джун Хенді бұрынғы сүйіктісі туралы сұрап, оның көзінше оған қамқорлық жасады деп айыптады. Сонда ғана Джун Хен Бок Джудың қызғаншақ екенін түсінді. Ақыры екеуі түсініспеушіліктерін бірге шешті. Бок Джудың қызғанышпен қарауы Джун Хенді өте жақсы сезінді. Ол Бок Джуды құшақтап жіберуден бас тартты. Ол шыдай алмай, оны бір-бірлеп сүйді. Ақыры Бок Джу мен Чжун Хен татуласты. Шихо да ауруханадан шықты. Ол олардың бір-біріне қаншалықты жақын екенін көрді. Бок Джу мұны мойындамаса да, Шихо бәрін бір көргеннен түсінді. Енді Шихо бұл қарым-қатынасты тоқтатты. Ақыры ол екеуіне де бейбіт түрде батасын бере алды. Осы кезде Бак Джудың әкесі мектепке тамақ жеткізуге келді. Ол кездейсоқ екеуінің күліп, әзілдесіп жатқанын көрді. Бірақ Бак Джудың қатты оралғаны сонша, әкесі оны танымай қалды. Ол күрсінуге қарсы тұра алмады. Ол кімнің баласы екенін білмеді. Мұндай толып жатқан кампуста ғашық болу. Оның әкесі тіпті жақын достары да Бок Джуды танымады. Бок Джу достарының Джун Хен екеуінің бір-біріне ғашық екенін білгенін қаламады. Сондықтан ол олардың көзінше Джун Хенді танымайтындай әрекет етті. Ол тіпті кездейсоқ Джун Хенді жерге итеріп жіберді. Джун Хен ашуланып, жасырын қарым-қатынаста болғысы келмеді. Бок Джу онымен қарым-қатынас жасау үшін тек сүйкімді кейіп таныта алады. Сондықтан Джун Хен тек құлықсыз келісе алады. Тағы бір күні Бак Джу Нан Хидің арнайы маскасын киіп, оның бетінде бірден безеу пайда болды. Ол өте күлкілі болып көрінді. Бак Джу өзін жайсыз сезініп, Чжун Хенмен кездесуге батылы бармады. Сондықтан ол суық тиіп, кездесуге ыңғайсызданып қалдым деп өтірік айтты. Чжун Хен Бок Джу үшін уайымдады. Ол нағашынан суық тиюге қарсы көптеген дәрі-дәрмек дайындап беруін өтініп, оларды Бок Джуға әкелді. Бок Джу айна алдында отырып, оның безеуіне алаңдап қарап отырды. Келесі күні, екінші күні, ол Чжун Хеннің балконнан домалап бара жатқанын көрді. Бок Джу оның безеуіне байланысты одан аулақ жүрген болып шықты. Чжун Хен Бок Джуды барған сайын сүйкімді деп тапты. Осыны айтып, бөлмені тексеруге кетті. Ол шкафты ашпақ болған кезде Бок Джу оны тоқтатты. Екеуі кездейсоқ төсекке құлап түсті. Атмосфера ыңғайсыз болған кезде жақын достары бөлмеге қайта кірді. Чжун Хен тез арада кереуеттің астына тығылып, оны көре алмайтын бұрышқа шегінді. Сосын ол шкафқа тығылды. Осы кезде Шихо қайтып келді. Ол шкафты ашып, шошып кетті. Чжун Хен оған ештеңе айтпау үшін белгі берді. Шихо күлімсіреп, Бок Джуға достарын қуып жіберуге көмектесті. Чжун Хен ақыры құтқарылды. Үшеуі бірге төбеге көтерілді. Шихо мектепте мұндай әдемі жердің бар екенін бірінші рет біліп отыр. Ол көптеген құмарлықтардан арылғаннан кейін оның көңіл күйі әлдеқайда жақсарды. Ол екеуімен де бақытты бола алар еді. Бак Джу өзінің және Чжун Хеннің бір-біріне ғашық болғанын жасырғандықтан, Чжун Хеннің бөлмелесі олардың қарым-қатынасы туралы білмеді. Сондықтан ол Чжун Хенді сіріңке жасаумен айналысуға мәжбүр етті. Көш жаттығулары бөліміндегі бір адам мұны көріп, Бок Джуға бұл туралы айтты. Бок Джу ашуланып, екі жақын құрбысын осы кафеге сүйреп апарды. Бірінші, ол біраз уақыттан бері бұрыштан не болып жатқанын бақылап отырды. Содан кейін ол Чжун Хенге хабарлама жіберіп, мәселені тез арада шешуін өтінді. Әйтпесе, ол міндетті түрде өледі. Чжун Хен бұл хабарды көргенде қатты қорықты. Жан-жағына қараса, Бок Джудың оған қарап тұрғанын көрді. Чжун Хен қатты қорықты. Ол қашуға себеп тапқысы келді. Бірақ оның бөлмелестері мен студент қыздары оны жібермеді. Студент қыздар тіпті Чжун Хеннің киіміне қол тигізе бастады. Ақыры Бак Джу бұдан былай оған қарай алмады. Ол бізге жақындау үшін өзін Чжун Хеннің сүйіктісі етіп көрсетті. Бұл кезде барлығы қатты таңғалды. Чжун Хен мен Бак Джу тағы да жақын достарының қатаң сұрағына ұшырады. Екі жақын досы қатты қиналды. Себебі Бок Джу мұны жасырды. Егер солай болса, онда Бок Джудың жігіті бұл үшін оларды кешкі асқа шақырып,
ән айту арқылы төлеуге мәжбүр болды. Джун Хеннің әмиянымен көңіл күйі қатты бұзылды. Керісінше, Джун Хеннің бөлмелесі Бок Чжудың екі жақын досымен таңқаларлықтай тіл табысып кетті. Бок Чжу мен Джун Хен көпшілік алдында кездесе бастады. Бок Чжу өте ұялшақ еді. Ол Джун Хен Вудың бетін жасап жатқандай болды. Бірақ Джун Хен бұған мән бермеді. Ол Бок Чжуды мақтан тұтты. Ол қайда барса да, айналасындағылардың бәріне оның сүйіктісі екенін мақтан тұтты. Көп ұзамай Шихо жарыс күні келді. Бок Чжу оны дұға ету үшін субұрқаққа апарды. Бок Чжу мен Джун Хен Шихо жарысын көру үшін бірге барды. Шихо бір раундта мәреге жету кезінде қателесті. Бірақ барлығын таң қалдырғаны, ол бірде-бір ұпай жоғалтпады және финалға оңай шықты. Сонда ғана Шихо жаттықтырушының соңғы раундқа жақсы дайындалуға кеңес бергенде не айтқысы келгенін түсінді. Жаттықтырушы оның финалға ерте шығуын ұйымдастырғаны белгілі болды. Басқа сайыскерлер Шиходы пара алғаны үшін сынға алды. Соңғы қойылым кезінде ол өзінің барлық өткен тәжірибесін есіне алды. Ол шамадан тыс тамақтанудың азабын бастан кешірді. Оған бар күшімен жаттығу жасау қиынға соқты. Медаль жеңіп алғанының қуанышы Шихоны эмоцияға толтырды. Қоштасатын кез келген шығар. Шихо арқанды ұстамай орнында қатып қалды. Сіріңке бұзылғанына қарамастан, Шихо әлдеқайда жеңілдеп қалды. Бок Чжу мен Чжун Хо да өте эмоционалды болды. Бір күні олар Шихо сияқты мансабындағы соңғы матчты қарсы алады. Олар бір уақытта Шихо сияқты шешімді бола ма, бірақ болашақ туралы кім сенімді түрде айта алады. Ең бастысы, қазіргі уақытта жақсы өмір сүру. Келесі күні күтпеген оқиға болды. Чжун Хеннің биологиялық анасы кенеттен елге оралды. Чжун Хеннің анасы мектепке барып, кездейсоқ Бок Чжумен кездесіп қалады. Сондықтан ол жол сұрады. Бок Чжу Чжун Хеннің анасын бассейнге өзі апарды. Солай болды. Джун Хен де бір жерге бармақшы болды. Бок Чжу оны қарсы алды. Джун Хеннің анасы Джун Хеннің есімін естіп, оған көзіне жас алып қарады. Джун Хен оның анасы екенін түсінбей тұрып, оған біраз қарап тұрды. Ол шыдай алмай қатты жылай бастады. Екеуі де көп жылдардан кейін кездескенде біраз ұялшақ болды. Бірақ Джун Хен әлі де қатты қуанды. Анасы сыйлыққа жаңа аяқ киім алып келді. Олар оған сәйкес келмесе де, Джун Хен оларды бәрібір аяғына киіп жүрді. Ол ертең анасымен кездесуге келісті. Бірақ ол сыртқа шығып бара жатқанда, ол кездейсоқ қазіргі ата-анасының, оның тәтесі мен нағашысының Че имен сөйлескенін естіді. Сонда ғана Джун Хон анасының шетелде тұратын ұлының ауырып, ақшаға зәру екенін білді. Бұл жолы анасы қонаққа барудың орнына тәтесі мен нағашысынан қарызға ақша алу үшін оралды. Джун Хон қатты ренжіді. Ол көп жылдар бойы аналық махаббатын сағынғандықтан ашуланды. Ол да нағашы атасының мейіріміне дәрменсіз болды. Ол нағашы апасы мен нағашысына олардың анасы болып көрінетінін білетінін және соңғы бірнеше жылда оған хаттар мен сыйлықтар жібергенін айтты. Бірақ ол әрқашан білмейтін кейіп танытып, осы драмада олармен бірге жұмыс істеді. Тәтесі мен нағашысы да оны еш шағымсыз өсірді. Неге олар осы өзімшіл анаға қарыз беру керек? Олар қайырымды адамдар емес еді. Бұл сөздерді естіген тәтесі қарсы тұра алмай, Джун Хенді шапалақпен ұрды. Бүкіл отбасы Джун Хенге шын жүректен қарады және оны өз ұлындай тәрбиеледі. Бірақ Джун Хен оның шынайылығына күмәнданды. Джун Хен үйден қашып кетті. Оған ешкім жете алмады. Бок Чжу қатты уайымдады. Ол бәрін кейін Чеден үйренді. Ол Джун Хенді ұрғаннан кейін апайда қатты өкініп, өзін кінәлады. Олардың соңғы жылдардағы өнері Чжун Хенге үлкен зиян келтірген болуы керек. Чжун Хен жоғалып кеткен кезде Бок Чжу ұлттық құрамаға таңдалды. Жақында ол қарқынды жаттығуларға аттанады. Журналистер Бок Чжудан сұхбат алуға келді. Сұхбат барысында бүкіл ауыр атлетика бөлімі қатты күйзеліске ұшырады. Санг Чол тіпті костюм киген. Ба Чжу бүкіл процеске назар аудармады. Ол Джун Ханг үшін қатты уайымдады. Сұхбаттың ортасында ол оны іздеп жүгірді. Ақыры ол Джун Хенді бассейннен тауып алды. Джун Хен суда қалқып бара жатқан мәйіт сияқты қозғалмай қалқып жүрді. Бок Чжу оны оятып жіберді. Джун Хен оның иығына сүйеніп, жылай бастады. Ұзақ жылағаннан кейін Джун Хеннің көңіл күйі біртіндеп жақсарды. Ол Бок Чжудың дауысты хабарламасын мазасыздықпен іздеп жүргенде тыңдады. Ақыры оның жүзінен көптен бері көрмеген күлкі пайда болды. Бок Чжу оны биологиялық анасы жақсы көрмей тұра алмайтынын айтып жұбатты. Оның өз себептері болса керек. Чжун Хен оны түсіну керек. Боктың талабы бойынша Чжун Хен үйіне қайтты. Бок Чжу оны дәріханаға апарды. Чжун Хен тәтесінен кешірім сұрады. Олар қайтадан қатты құшақтады. Ол асырап алған ата-анасымен түсініспеушілікті жойғаннан кейін келесі қадам анасымен түсініспеушілікті жою болды. Джон, ол анасын шығарып салу үшін әуежайға барды. Ол ұзақ уақыт бойы қолында ұстаған орамалын қайтарып берді. Ол да әпкесінің суретін алғысы келді. Ақыры Джун Хен Бок Чжудың суретін анасына көрсетті. Сонда ғана Джун Хеннің анасы мектепте жол сұрап жүрген қыздың ұлының сүйіктісі екенін білді. Бок Чжу Джун Хенге оның ұлттық құрамаға таңдалғанын айтты. Ол шетелде жаттығатын болды. Сондықтан ол енді бөлмесінен шыға алмады. Бұл олардың алыс қашықтықтағы қарым-қатынасты бастау керек дегенді де білдірді. Чжун Хен ол үшін шынымен бақытты болды. Алыс қашықтықтағы қарым-қатынас проблема емес еді. Сонымен қатар, жақында Джун Хонның байқауы өту керек еді. Егер ол бірінші орынға ие болса, оны ұлттық өкіл етіп таңдауға болар еді. Сол кезде олар бірге болуды жалғастыра алар еді және ажырасудың азабына шыдамас еді. Джун Ханг жарыс алдында қатты жаттыға бастады. Бок Чжу оған көп көмектесті және қолдау көрсетті. Джун Ханг жиі көріністер қойды және жаттығуға құлықсыз болды. Ол жаттығуды жалғастырмас бұрын Бок Чжудың оны құшақтап, сүйіп алуын талап етті. Екеуі тоқтаусыз қалжыңдасып жатты. Жарыс күні жақында келеді. Бок Чжу Джун Хен үшін дұға ету үшін субұрқаққа барды. Көп ұзамай жарыс басталды. Бок Чжу сол жерде болды және оның жарыстарын тамашалады. Джун Хен сәл баяу бастады, бірақ қарсыласын тез қуып жетті.
Жағдай өте шиеленісті болды. Нәтижесінде Джун Хен аз ғана айырмашылықпен екінші орынға тұрақтады. Джун Хен бірінші орынға ие болмағаны үшін біраз қиналды. Бірақ ең болмағанда Джун Хен психологиялық қысымды еңсерді. Бачу оны келесі жолы тағы бір мүмкіндік аламын деп тыныштандырды. Бопчу шетелге жаттығуға кетіп қалды. Оған тек кешке ғана уақыт қалды. Екеуінің ажырасуы адам төзгісіз болды. Бачудың ең жақын досы оны кенеттен заттарын алу үшін жаттығу залына қайта шақырды. Джун Хен онымен бірге қайтып келді. Жаттығу залында тағы да қараңғы болды. Джун Хен сүйіспеншілікке толы көздерімен Бокчуға қарады. Ол Бокчуды құшақтауға келді де, оны сүйіп алайын деп жатқанда, кенет шам жанып кетті. Барлық жаттықтырушылар мен командаластар орнында болды. Ең жақын досы Бокчуды алдап, оған тосын сый жасау үшін қайтып келгені белгілі болды. Бұл жолы олардың құпиясы толық ашылды. Барлығы оларды құттықтап жатты. Сонымен бірге Бокчудың әкесі бүйрек донорын тапты, бірақ дереу ауруханаға бармады. Ол Бокчудың назарын аударудан қорықты. Ол ауруханаға барар алдында қызының жаттығуға баруын күтуді жоспарлаған. Ақыры жаттығуға баратын кез келді. Бокчу өкінішпен әкесі мен Джон Хенкті автобуспен тастап кетті. Бокчу жаттығуға кеткен соң, ерлі зайыптылар ресми түрде алыс қашықтықтағы қарым-қатынасты бастады. Сонымен бірге Бокчу әкесіне жиі телефон соғып, денсаулығына алаңдайтын. Бокчу әкесінің даусының қандай да бір түрде дұрыс емес екенін сезді. Сондықтан ол Джун Хангтан оның орнына әкесіне баруын өтінді. Джун Хон Бокчудың үйіне барып, қуырылған тауық дүкенінің жабылғанын көрді. Ол ағасынан сұрап, Бокчудың әкесі ауруханаға жатқызылғанын және операцияға дайындалып жатқанын білді. Операция жасалған күні Бокчу жарысқа түсті. Оның әкесі мұны Бокчудан жасырып, оның білгенін қаламады. Ол Джун Хонға Бокчуға да айтпауын өтінді. Келесі жолы Бокчу Джун Хонның әрқашан жұмбақ екенін және телефонды уақытында көтермейтінін білді. Ол телефонды алды, бірақ ештеңе айта алмады. Джун Хен Бокчудың әкесіне қамқор болды. Келесі күні Бокчу жаттығу жасап жатқанда белінен жарақат алған. Жаттықтырушы оған емделуге қайта оралу үшін демалыс берді. Бокчу емделіп болған соң, ол қысқа уақытқа үйіне қайтуға дайындалды. Мұны естіген әкесі шошып, төсектен секірді. Ағасы Джун Хенге уақытты созуды бұйырды. Ол әкесін тез үйіне алып кетеді. Джун Хенді үйіне жаңа ғана оралған Бокчу тоқтатты. Ол ештеңе айтпады да, оны тамақ ішуге сүйреп апарды. Жарты жолда Джун Хен жағдайды хабарлау үшін ағасының қоңырауына жауап берді. Джун Хен шетке тығылып, телефонға жасырын жауап берді. Оның жұмбақ келбеті Бокчуды күдіктендірді. Бокчу жақында Джун Хеннің жұмбақ әрекеттерінің сериясын ойлады. Оның жүрегінде күдік пайда болды. Ол қолын созып, Джун Хеннің телефонын қолына алып, оның кімге қоңырау шалып жатқанын көргісі келді. Джун Хен бас тартты. Ақырында екеуі қатты ұрысып қалды. Бокчу үйге келгенде әкесі мен ағасының мейрамханада бос емес екенін көрді. Олар өте оғаш көрінді, бірақ Бокчу ненің оғаш екенін түсіне алмады. Олар төбелескеннен кейін Джун Хен Бокчумен байланыса алмады. Сол түні ол оны табу үшін дүкенге барды. Біраз сынақтан кейін Бокчудың әкесі Джун Хенді ақырындап қабылдады. Ол Джун Хеннен Бокчуды неге ұнататынын сұрады. Джун Хен мұның себебі Бокчудың адамдарға қуаныш сыйлай алатындығынан деп жауап берді. Ол адамдардың жүрегін жылытатын күшпен дүниеге келген. Бокчудың әкесі қатты күлді. Ол бұл күйеу баласын шынымен қабылдады. Келесі күні таңертең оның әкесі мен ағасы Бокчуды шығарып салды. Бокчу кетер алдында ол кездейсоқ кіреберісте қуырылған тауық дүкені жабылып жатыр деген хабарландыруды көрді. Кейінірек ол көршісінен әкесіне ота жасатқалы жатқанын білді. Бокчу ауруханаға асығып бара жатып, әкесі мен ағасын осы іспен айналысып жатқан жерінен ұстап алды. Бокчу бәріне өзін кінәлады. Егер ол әкесінің ауытқушылығын ертерек анықтаса, бәрі жақсы болар еді. Сонымен бірге ол Джун Хенді дұрыс түсінбегенін түсінді. Бокчу Джун Хеннен кешірім сұрады. Бірақ Джун Хен Бокчуды қалай кінәлай алады? Ол Бокчуды жаттығу алаңына алып барды да, оны қолынан келгеннің бәрін жасауға шақырды. Бокчудың ресми жарысы өтетін күні, оның ауыр атлетикадан командаластары теледидар алдына жиналып, матчты қуанышпен тамашалады. Оның ағасы мен Джун Хон ауруханада жатып, не болып жатқанын бақылап отырды. Әкесінің операциясы өте сәтті өтті. Операция аяқталғаннан кейін жарыс аяқталды. Бокчу алтын медальды оңай жеңіп алды. Барлығы қол шапалақтады. Жаңа ғана оянған Бокчудың әкесі де әдемі күлді. Матч аяқталғаннан кейін Бокчу сұхбатқа келісіп, оқиға орнына Джун Ханг та келді. Бокчу барлығының көзінше өзін Джун Хидің құшағына лақтырды. 2 жыл өте тез өтті. Джун Хон ұлттық өкілі болып сайланды. Мектеп бітіру күні Сем Чол және оның командаластары барлығымен қоштасуға жиналды. Біреу қоштасу сөзін айтты. Олар көз жасын тия алмады. Содан кейін диплом тапсыру рәсімінің шарықтау шегі келді. Ауыр атлетика факультетінің дәстүрі бойынша түлектер сахнаға көтерілді. Команда мүшелері аяқ киімдерімен киімдерін шешуге барын салды. Жүзу клубының дәстүрі түлектерді бассейнге лақтыру болды. Джун Хеннің ата-анасы мен Бокчу марапаттау рәсіміне келді. Отбасы мен достары осы тамаша